Сәлем достар, бұл бүгін психологиялық чакралық сеанс тегін. Сіздерден бір өтініш, осы эфирді басқа да адамдарға жіберіп қойсаңыз, мүмкін басқалар да көріп, өзіне керекті сұрақтарына жауап алар. Қазір менде жетсей, содан кейін бар кірсеміз бастаймыз. Так, мына жерге психологиялық сеанс деп жазып жіберсеңіз, сосын барып кірсеміз. Достар, кім үлгереді өзінің психологиялық сұрағын қойып, соған көбірек уақыт бөліп, сұрақтарына жауап бере аламыз. Психологиялық сеанс. Сосын мүмкін, егер соңғы жағда чакра разбор өткіземіз. Рахмет, Назикош, сөйтіп жазған еңбегіңіз үшін сіздікін прикрепить етейінші. Қош келіпсіздер, мен атым Айсара Нұржан. Мен астропсихолог, коуч, чакрологпын. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Мен просто қазір кафеде отырмын да. Мен қазір жұмысым осы Global Cafe болып кетті. Ақтауда Global Cafe ашылған. Өзім Global Coffee'нің несін жақсы көремін, тамақтарын. Күнде сол жерде жұмыс жасаймын. Даусым нормально естіліп тұр ма? Болды, әдет. Өте қуаныштымын. Сәлем, қалайсың, Әлия? Жақсы, бәрі күшті. Бүгін көптен бері подписчиктеріме жеке сеанс өткізбеппін. Жеке сеанс дегеніміз не? Жеке сеанс деп, психологиялық сеанс. Психологиялық сеанс дегеніміз не? Қазір мына жерге сіз өзіңіздің проблемаңызды жан-жақты ашып жазасыз, мен соның қай чакрадан болып жатыр, қай чакра ластанғаннан, ол не істеу керек, қалай ашуға болады, неден болады деген сияқты, неден болуы мүмкін, сол туралы кәдімгі толық бір развернутый жауап беремін. Сондықтан кім үлгереді мына жерде өзінің проблемасын айтып, талқылап, сол өзінің сұрағына жауап ала алады. Және ең соңында мен марафонымда анонстаймын. Марафон неше күннен бері анонстап отырмын. Тағы да рекламасын жасаймын. Кімдегі марафоныма бронь жасайды, соған чакра разбор жасап беремін ең соңында. Датамен есептеймін, бірақ ол чакра разбор тек қана марафон алғандарға болады. Давайте сұрақтарға қарайық, бісміллә деп. Ешкімдікін өткізіп алмайық. Жақсы естіліп тұр. Чакра разбор күтемін. Датамен есептейсіз ба дейді. Мен қатты семіріп бара жатырмын. Давайте содан бастайық. Гала Серік. Сізге сұрақ қоямын, бірақ Гала Серік, тезірек жауап бере қойыңыз. Қашаннан бастап семіре бастадыңыз? Семіре бастаған кезде өміріңізде бір ситуация болды ма? Күйеуіңіз қандай адам? То есть абьюзер ма? Жоқ әлде айналаңызда сондай абьюзер адамдар бар ма? Хорошо, сол сұраққа толық жауап беріңіз, сосын мен сізге ары қарай ашам. Белім ауырып жүр, неден болуы мүмкін? Тоже жаңағыдай. Қыздар, толық жазыңыздаршы. Менде осындай проблема, осы уақыттан басталды, осындай ситуация, точка А деген сияқты. Сізде беліңіз қашаннан бері ауырып жүр, неден басталды, бір ситуация болды ма өміріңізде, содан кейін басталды ма ол ауырып деген сияқты. Жалпы психосоматика бойынша семірудің психосоматикасы ол психологиялық защита, яғни сіздің айналаңызда бір сондай адам бар, сіздің қаныңызды ішетін, сізді шаршататын, сізді ауыртатын, сіздің жыныңызға тиетін, сіздің жүрегіңіздің тыныштығын ұрлайтын сондай бір адам бар, бір вампир психологический. Сіз содан организм өзін қорғау үшін, или бір сондай бір ситуация бар, сізді ұнатпай тұрған, өзін қорғау үшін защита ретінде семіреді екен. Яғни май, ол адамзаттың баяғы адам ата Хауанадан бері кімде май болса, сол артық энергия, яғни жинап жатыр да энергияны. Өліп кетіп жатсам, или аштықта қалсам, или тағы бір далада қалсам, сондай бір қауіп төнсе, мен өзімді қорғап үлгеремін деп организм жаңағыдай откладывать етеді екен. Или сіз энергияңызды бір жаққа шығармай жатсыз, содан сіздің энергияңызды май күйінде откладывать етеді дейіне, түсініңіз ба? Сондықтан ойлаңыз, неден болуы мүмкін. Ал белдің психосоматикасы бойынша ол көбіне жатыр чакрасы, қарым-қатынас, көбіне ер адамдарда
әйелмен қарым-қатынас, әйел адамдарда ерімен қарым-қатынас, яғни жақсы басқа да любой қарым-қатынасқа көңілі толмаушылық, яғни кіндік чакрасы, жатыр чакрасы ластанғаннан болады. Ол неден ластанады? Ол біреуге деген обида, қалып қою мүмкін, көбіне әйел адамдарда жатырға түседі бәрі. Біреуге деген реніш, біреуге қатысты қорқыныш, бір қатты бір неприятный ощущение, бір сезім бір бойда қалып қалады чакрада. Оказывается, мысалы біз травма аламыз ғой, мысалы сол травма біздің тек психикамызда, жанымызда қалмайды екен, ол біздің тәнімізде де чакраларымызда да қалып қояды екен. Сол тәннен тек қана психологқа барып, жаннан ғана шығарып қоюға болмайды, биоэнергетиктерге де барып, чакрологтарға барып, тәннен, чакрадан да шығарып жіберу керек. Сол кезде барып, яғни 3 деңгейде жұмыс жасау керек кез келген травмамен. Сол кезде барып сіз керісінше құлаудың орнына өсесіз. Кез келген травма негізінде әр адамға өсу үшін берілген. Мысалға, давайте қазір жазыңыздар төменде, өміріңізде қандай травма болды. Мен сізге соны жақсылыққа қарай ауыстырып беремін, жарай ма? Мен адамдардың алдында не дейді, сөйлеуге қысылам. Гүлназ, кішкентай кезіңізде әке шешеңіз аузыңыздан көп қақты ма? Немесе тұрмысқа шыққаннан кейін ене, келінге сөйлеуге болмайды, келін үндемеу керек, келін сөйлемеу керек, келін шыдау керек деді ма? Или жақсы өміріңізде шыда үндеме, шыда үндеме, сөйлеме, пікіріңді айтпа деген сияқты ұят болады деген сөз көбірек айтылды ма? Сондай сөздер көбірек айтылса, адамның тамақ чакрасы бітеледі. Жалпы мен бір күшті инсайтқа келдім жақында, тойда отырғанда кеше. Біздің қазақ неге тосты көп сөйлейді? Неге тоста көп бір ойларын жинақтай алмайды тұрады? Бақытқа бәрі сияды, мен қосылам деген сияқты сөздер қайталай береді, айтпаса да болады ғой. Себебі той или тост біздің қазақтың единственный возможности тамақ чакрасын ашудағы бір түйір мүмкіндік. Басқа жерде сен ешкім сөз беріп арнайы ойбай ақыл сұрап сенің тыңдап отқан ештемесі жоқ. Көбіне сол ақылымызды біз или айтқымыз келген нәрсені, бөліскіміз келген нәрсені тамақ чакрасына жиналып қалған негативный энергияны тост арқылы, сөйлеу арқылы, микрофон алу арқылы шығарамыз. Ол бір себебі ғана. Екінші себебі бар, енді эго деген нәрсе бар бізде. Эгода оған микрофон бергенді ұнатады. Внимание. Энергия. Жұрттан, менің күйеуім қарызға батып кетті. Көбіне ер адамның қарызға батуы. Давайте мен сізге сұрақ қояйын. Бәрі үйге деген сөз ғой да. Қай қаладан, сіз қай мемлекеттенсіз? Менде соңғы уақыттары мен мынандай запрос бердім. Тамақ чакрасын тазалаған кезде, өткен чакрада, өзімнің групповой чакрамда, мен СНГ-ға шығам деген. Құдайға шүкір, содан бері Қырғызстаннан 2 клиент келді, Қарақалпақстаннан 1 клиент келді, Өзбекстаннан 1 клиент келді. Сондықтан, Румыниядан 1 клиент келді, ойлаңызшы, Румыниядан. Шүкір Аллаға. Сондықтан, мынақта Өзбекстан сияқты, бәрі үйге деген, білмеймін, Қырғызстан бәлді. Сізге айтайын, бәрі үйге. Сізге сұрақ. Сіз әйел адам шығарсыз, әйел адамсыз ғой. Күйеуіңіз сізге ақша бере ма? Сол сұраққа жауап беріңізші. Былтыр жазда не болып еді Галасерік? Денсаулық мәселесі, тері ауруы, қаржы мәселесі, кредиттер. Төменгі 3 чакраны тазалау керек, назикош. Жалпы кредит, қарыз, энергияның жоқтығы, әлсіздік, денсаулықтың жоқтығы, қаржы мәселелері, рассрочка реттер, бұл төменгі 3 чакраның әлсіздігінен болады. Асқазан чакрасы, қазір, ручканы алып кеттім, асқазан чакрасы, құйымшақ чакрасы, жаңағыдай жатыр, кіндік чакрасы. Мен суретші емеспін, сондықтан мән бермеңіздер, мен сіздерге түсіндіру үшін бір нені көрсетейін. Мысалға, мынау адам дейді, адамда, соның 7 чакрасы болады. Мысалға, мынау құйымшақтан бастап, жамбастан бастап, төменге қарай, мынадан төмен қарай, бұл құйымшақ чакрасы, яғни қорқыныштарымызға жауап беретін чакра. Мұның барлығы құйымшақтан бастап төмен қарай, және соған қатысты аурулар болса, немесе кредиттер, қарыздар болса, значит, осы негізгі корневой чакраның ластанғанын білдіреді. Корневой чакра бізде
жермен байланыс жалпы. Ол жерде екі аяғыңды тік басып тұра алу, бұл өмірді нормально сүру. И анандай базовые потребности, базовые потребности. Себебі біз дәрет сындырамыз ғой, ол базовые потребности ғой. Күнде туалетке бару, дәретке бару біздің базовые потребности. Оны сен әңгіме қылып айтпайсың ғой, просто обычно күнделікті сенің любой адамның басына болатын нәрсе. Сол сияқты, егер сіздің құйымшақ чакраңыз бүлінген болса, сіздің базовые потребностьтарыңыз жабылмайды. Элементарно өмір сүруге, нормально өмір сүруге ақша болмайды. Вечно кредитте жүресіз, вечно қарызда жүресіз, үнемі бірдеме ауыспайды, жетпейді, ешқандай берекесі болмайды әсіресе. Сосын мына екінші чакра кіндік, кіндіктен. Осы құйымшақтан басып жоғары қарай кіндікке дейінгі чакра. Бұл екінші чакра, сватхиштхана деп айтады, профессионально айтып, мен ұнатпаймын сол аттарды. Бұны кіндік немесе жатыр чакрасы дейді. Ер адамдарда кіндік, әйел адамдарда жатыр. Бұл бүлінсе де жасаған ісінен кайф ала алмайсың. Мысалға, жұмыс жасайсың, ұнамайды ол жұмыс. Амал жоқ, айлық үшін барасың. Кімде сондай проблема бар? Айлық үшін баратындар жұмысқа просто деп. Или жұмыстан шығып кетуге қорқатындар кімдер бар? Ол құйымшақ чакрасының ыластығы. Және кіндіктен жоғары қарай асқазан, ішқұрылыстар, бұл асқазан чакрасы немесе манипура, муладхара, сватхиштхана, манипура чакралары. Мен просто мынау сантиметр жоқ, мен негізі барлық чакраның өзінің орны бірдей деңгейі. Но мен біреу үлкен, біреу кішілеу болып кетіп жатыр, мән бермеңіздер. Манипура чакрасы бұл асқазан чакрасы, ішкі құрылыстар жауап беретін, или ішкі құрылыстарыңыз ауырса, мана семіздік проблемасы да содан. Адамның границасын көп бұзса, асқазан чакрасы бұзылады. Яғни біреу келіп саған ақыл үйретсе, мана медитация чатында да талқыладық қой, қайынсіңлері ақыл үйретсе, бітпе сөйтпе десе, енесі аузың жап десе, соның барлығы, или күйеуі боқтаса, ұрса соқса, ол да граница бұзса. Міне ол манипура чакрасы, яғни бұл ақшаға жауап беретін чакра, яғни молшылыққа, нормально өмір сүруге. Сондықтан егер сіз кредиттерден шыға алмай жүрсеңіз, ақшаңыздың берекесі болмаса, ақша тапқан қиын болса, мына 3 чакраны тазалау керек. Құйымшақ, жатыр және асқазан. Муладхара, сватхиштхана, манипура. Осы 3 чакраны тазалаған кезде сіздің базовый потребностьтарыңыз жабылып, жасаған жұмысыңыздан ләззат алып, рахаттанып, миллиондарыңызды таба алатын жағдайға жетесіз. Любой адам, мысалы, мен өзімнен алайын, мен кезінде журналистикада жұмыс жасадым, журналистикада жұмыс жасадым, жақсы көріп жасадым. Менің өзі кіндік чакрам жақсы болды, жақсы көріп жасадым, ләззат алатынмын мен сол жұмыстан. Бірақ өкінішке қарай, ол тек базовый потребностьтарымды жабатын, күнделікті 100 000 теңге, барып келесің, нормально. Бірақ өкінішке қарай, бұл ақшалардың мен үшін берекесі болмайтын. Асқазан чакрасын нашарлау, асқазан чакрасы ақшаның берекесін келтіреді. Не табасың, сол секундта жойылып кетеді, мысалға. Сен одан, қалай айтсам болады, энергия ала алмайсың, жақсы көресің жұмысыңды, но шаршайсың, өліп та. Сондай журналистикада сөйтетім, өліп, үйге кәдімгі ештеңеге зауқым жоқ, шаршап келетімін. Вроде бір жұмыс, андай қызық жұмыс қой негізі, бірақ мен шаршап келетімін. Сөйтсем, ол менің миссиям емес болып шықты. Ол просто тек шығармашылық енді мүмкіндік береді, бірақ миссиям емес. Ол мына асқазан чакрасын ластаған екен, жақсы көрмейтін жұмыс, или жақсы көрсең де сенің миссияң болып табылмайтын жұмыс, ол сенің асқазан чакраңды құртады, ол молшылыққа келмейді. Сол үшін айлығым да өспейтін, бір қосымша ештеме таба алмайтын, ақша таба алмайтынмын, әйтеуір журналистикаға келді. Қалай психология келді? Асқазан чакрасы реттелді, береке келді, ақшаға береке келді. Неше тапсаң да, аз тапсаң да, көп тапсаң да, әйтеуір Құдай тағала әр тиынның берекесін келтірді. Себебі сен миссиямен айналысасың, түсіндіңіз бе? Сондықтан да денсаулық, қаржы, кредит мәселесіндегілер осы 3 чакраны тазалаңыздар. Себебі мынау құйымшақ біздің қорықпай бір затқа жетуімізге жауап береді, жатыр содан ләззат алуға жауап береді, асқазан өмірден орнын тауып молшылық, яғни мол ақша табуға жауап береді. Сосын денсаулығың түзеледі. Ал тері ауруларын айтатын болсақ, ол да осы төменгі 3 чакраға, асқазан. Негізі тері аурулары негізі көбіне асқазаннан болады, іш құрылыстан болады. Іш құрылысыңызды түзесеңіз, аллергия кетеді. Егер тері аурулары кетеді, яғни манипура чакраңызды ашатын болсаңыз, сіздің тері ауруыңыз да кетеді. Дәлел ретінде алатын болсақ, менде немен келді? Бір аурудың аты бар еді, қалай? Псориазбен келді. Сол асқазан чакрасын тазалап, сол псориаздан жазылды бірте-бірте, сразу бір күнде емес. Себебі чакраның накопительный эффектісі бар, ол бірте-бірте біраздан қайта жасай беретін болсаңыз, біраздан кейін береді эффектісін.
Жолдасым жоқ дейді. Галасерік Низатқа қатысты еді сіздікі? Жолдас жоқ. Или жолдасыңыз болмаса, значит, бірдеме, бір ситуация сіздер кәдімгідей қорқытып жатыр, что сіз былайша айтқанда әлемнен қорғанып жатсыз. Или екінші себебі бар, семірудің екінші себебі кішкентай кезіңде мамаңнан махаббат ала алмай қалған болсаң, или үлкен кезіңде мамаңа қатысты. Бұл жатыр энергиясы былайша айтқанда. Жатыр энергияңыз талқандалса, онда семіздік ауруына душар боласыз. Сондықтан мамаңызда махаббат ала алмаған болсаңыз, мамаңызбен қарым-қатынас түзелмеген болса, или кішкентай кезіңізде мамаңыз эмоциональный аштықта болса, мамаңыз сізге эмоцияны бермеген болса, бір араңызда жылылық контакт болмаған болса, бұл семіздікке келеді. Жатыр чакрасымен жұмыс жасау керек семіздіктен құтылу үшін. Кстати, менде жаңағы сымбатты дене деген медитация бар. Белді айттым. Нормально, рахмет. Так, желкем удай ашиды. Қандай оқиға болғаны есімде жоқ. Так, желке, онда мынау тамақ чакрасы. Желке, мынау бәрі тамақ чакрасы. Бұл айта алмау, өзіңнің пікіріңді жеткізе алмау, немесе слишком қатты жестко айту. Болады ғой, адамдар сені тыңдамайтын сияқты көріну, көкпеттікпен айтып тастау, бетіне лақ еткізу, немесе қырсықтық. Так, тамақ чакрасымен жұмыс жасайтын болсаңыз, осы жердегі негативный энергияны түзейтін болсаңыз, реттейтін болсаңыз, онда желке де ауру кетеді. Так, сосын омыртқа. Бұл омыртқа біздің ұстынымыз, яғни бізді ұстап тұрған нәрсе. Бір сізді, қалай айтсам, стержень мәселесінде бір проблема болуы мүмкін. Яғни бір аурудың бірнеше себебі болуы мүмкін, бір нәрсеге қадалып қалудың қажеті жоқ, әр заттан іздеу керек оның себебін. Кстати, жаңа чакралар туралы түсіндіріп жаттым ғой. Мынау асқазан чакрасы болса, мынау жүрек чакрасы. Жүрек чакрасы бұл уже молшылыққа, махаббатқа жауап берсе. Мына жерде тамақ чакрасы бұл желке, щитовидка, шошқа мойын деген сияқты ангинаға көп ұшырайтын болсаңыз, бронхит қайта сондай салқын тиіп қала беретін болса, онда тамақ чакрасы әлсіз деген сөз. Тамақ чакрасы адамның миссиясына және қарым-қатынасқа жауап береді, адамның сөйлеуіне, проявленностьқа жауап береді. Сол тамақ чакрасын тазалау керек деген сөз. Үстіңгі екі көздің ортасында көз чакрасы бар, екі көздің ортасында көз чакрасы бар. Екі көздің ортасында бұл интуицияға, шешім қабылдауға жауап береді, және ең соңында ми чакрасы. Ең соңында мына мидың үстінде тұратын ми чакрасы бұл Құдайға және армандардың орындалуына жауап береді. Қарым-қатынас дұрыс емес, айналадағылармен сол қарым-қатынасты түзеген кезде, жалпы достар, мен сіздерге айтайын, кімде ақша проблемасы бар және кімде қарым-қатынас проблемасы бар. Жазып жіберіңізші. Менде ақша және қарым-қатынас проблемасы бар деп толық жазыңыздар. Менде де мен қазір жоғалтып алам да шынжырды. Сәлематсыз ба? Тері ауруы әкемде бар, оның әкесінде болған, яғни атамдай маған тұрмыс құрғаннан кейін 21 жасынан бастап шығасыз. Значит, Назикош, сізде преемственность или лояльность деген нәрсе бар. Ол нені білдіреді? Яғни біз ұрпағымен мың жасайтын адамзат ұрпағымен мың жасайды. Яғни біз дүниеден өткеннен кейін біздің ары қарай өмірімізді біз үшін ұрпақ жалғастырады. Ұрпақты не үшін адамзат алып келеді? Потому что мәңгі өлмеу үшін алып келеді. Не только қан мәселе, генетика, не только ол да бар енді, бірақ бұл жерде рухани, энергетикалық тұрғыдан біз бұл дүниеден кеткеннен кейін де біз ізімізді қалдырып кеткіміз келеді. Біз де ана дүниеге кеткеннен кейін де біз тірі өмір сүргіміз келеді да. Сол ұрпақ арқылы жүзеге асады. Сіздің ата-бабаңыз өздерінің нереализованный арман мақсаттарын, өзінің орындалмаған арман мақсаттарын осы сіз арқылы орындалып жатыр. Яғни олардың тері аурулары не үшін сізге беріліп жатыр? Именно сізге. Мүмкін сіз солардың бір миссияларын, яғни карма дейді, кармалық миссияларын орындауыңыз керек шығар. Яғни әке жақтан келетін кармалық миссия болады, шеше жақтан келетін кармалық миссия болады. Сол екі кармалық миссияны орындаған кезде тері ауруынан құтылып, ризашылықпен ата-бабаңызға қайтарып, өзінің жаңағы ауруларын, негативтерін үзіп, одан сепарацияланып, бір жағынан олардан энергия алатындай, сондай әрекет жасауға болады. Одан бөлек тері ауруына асқазан чакрасын тазаласаңыз жақсы болады. Енді қараңыз, Назикош, тағы да не айтам сізге. Кармалық миссияны анықтаңыз. Ол астрологиялық картада болады.
кармалық миссия. Ата бабадан, әкеден келетін кармалық миссия, шешеден келетін кармалық миссия, екеуін де орындаған дұрыс. Миссияны таба алмау қарыз, кредит. Бегайым, миссияны табу оңай. Оған ол үшін бірінші жаныңның дауысын естуді үйрену керек. Жан деген нәрсе, жалпы біз әртүрлі информационный шум бар, адамдар бар, той бар, садаққа бар, әртүрлі шаралар бар, жұмыс бар. Сыртқы факторлармен сен ұмытып кетесің өзіңнің жаныңды тыңдауға. А жан ол сөйлейді. Оның жанның дауысы бірақ өте нәзік, өте аз, өте әлсіз, өте сирек шығады да ол. Оны тыңдауды үйрену керек. Тыңдауды үйрену үшін ең бірінші кезекте өзіңізбен оңаша қалуды үйреніңіз. Екіншіден менде парақшамда жан тыныштығын табу техникасы деген бар. Осы Инстаграм парақша бір рилста. Және одан бөлек жалпы марафоннан бір өтіп алғаныңыз дұрыс. Себебі марафонда біз бүкіл бойдағы негативті шығарамыз, бойымыздағы бүкіл негативтерді, неше ғасырлар бойы жиналған ата-бабадан келіп жатқан установкалар, реніштер, ашу, ыза, негатив, қорқыныш, ақшаға қатысты установкалар, солардың бәрін босатамыз, шығарамыз медитация арқылы, талқылау арқылы, сөйлесу арқылы, чакра тазалау арқылы да шығарамыз. Содан кейін барып пустота келеді бойымызға, жеп-жеңіл, вообще бұп-бұс болады дене, бұп-бұс болу керек. Сол кезде уже новый информация келеді. Сосын барып жайлап сол бостықты жақсы энергиямен толтырамыз, чакра тазалау арқылы, жақсы аффирмациялар арқылы толтырамыз. Ең соңынан әбден өзіңізге не керек екенін, жаныңызды тыңдауды үйренесіз, миссияңыз не екенін түсініп кететін боласыз. Және менде марафонымда миссияны ашатын, миссияны таптыратын чакра тазалау техникасы, әсіресе тамақ чакрасын тазалау и тамақ чакрасының проработкасына арналған жаттығулар өте көп. Соларды жасау арқылы қадам-қадаммен бір-бірден сіз бегайым миссияңызды оңай 21 күннің ішінде тауып кететін боласыз. Менің осы марафонға келген адамның барлығы обязательно миссиясын біліп кетеді. Себебі әсіресе VIP тарифте мен астрологиялық картасын ашып беремін адамның. Кіші миссияңыз не сіздің? Алла тағала сізге бұйырған, маңдайыңызға жазған жол картаңыз бойынша. Ұлы миссия не сіздің өмір бойы жасалатын. Мысалы менің ұлы миссиям ол адамның түп санасымен жұмыс жасау, түп санасын жақсарту, өзгерту, санасын ашу. Менің кіші миссиям мысалға тістерімді идеал халге келтіру, бәрі бүп-бүтін болу керек мысалға да. Ол көп кіші миссияның бірі ғана. Кармалық миссия мысалы менде өзімнің жүрегімді тыңдай білу, өзімнің жаңағы брендімді ашу, бизнесімді жүргізу. Мысалға әкеден келіп жатқан, шешеден келіп жатқан кармалық миссия ол өзімнің ресурстарымды толтырып, жұртқа ресурс толтыруды үйрету деген сияқты. Сондай әр адамның өзінің сондай кармалық ұлы кіші миссиялар болады. Соны орындаған кезде сіздің жолыңыз жайлап ашыла бастайды. Мысалы мен өзімнің кіші миссиям тіс жасау екенін кешірек біліп қалдым. Бірнеше жыл тісіме мән бермей жүріп қалдым. Бала босанасың, тіс кетеді, кальций кетеді деген сияқты. Содан кейін мен 2021 жылы вообще щитовидка басталды. Мен щитовидканың ауруы, мен түсінбедім, уплотнение, анау-мынау. Содан оны да тазалай бастадым. Ең соңында 2021 жылы мен 22 жылыма тістерімнің бәрін жасаттым. Әлі де бар енді кішкене жасайтын тістер. Но күлген кезде бәрі 32 тіс көрініп тұратындай жарқырап та. Сөйтіп жасатқаннан кейін барып, кіші миссиямды орындағаннан кейін барып, менің денсаулығым реттеле бастады. Яғни әр миссияның өзінің әр миссияны орындау сіздің өміріңіздегі белгілі бір проблемаларды шешеді. Кіші миссияны табу мысалға сіздің денсаулығыңызды түзейді да. Ал ұлы миссияны табу ол сіздің ақшаңызды реттейді. Кармалық миссияны табу ол сіздің ұрпағыңыздың жолын ашады деген сияқты. Сондықтан барлық миссияны да дұрыстап таба білу керек және соны орындай біле білу керек. Сіз сол миссияны тапқаннан кейін қарыздан да кредиттен де құтыласыздар. Қарым-қатынас. Қараңыздар, енді мана сұрақ қойдым ғой, кімде ақшадан және қарым-қатынастан проблема бар деп. Жалпы ақшадан адамда не үшін проблема болады? Бірнеше себебі бар, миллион себебі бар негізі, бірақ мен қазір есіме түсіп отқан бірнеше себебін айтайын. Біріншіден миссия таппағаннан болады, екіншіден қарым-қатынас дұрыс емес болғаннан болады. Есіңізге түсіріңіздер. Маған ақша проблемасымен келетін адамдар на самом деле ар жағында қарым-қатынас проблемасымен келеді. Қарым-қатынас проблемасын шешіп миссия тапқаннан кейін кез келген адамның ақша проблемасы оңай шешіледі. Сондықтан да кредитте, қарызда жүрген адамдар естеріңізге түсіріңіздер. Кіммен қарым-қатынас дұрыс емес? Себебі неге? Бір-бірімен байланысты. Себебі ақшасыздық ол миссиясыздықтан болады. А миссияға тамақ чакрасы жауап береді. Еще тамақ чакрасы қарым-қатынасқа жауап береді. Бұл тамақ чакрасы гормонға жауап береді. Гормон решает все.
Сондықтан тамақ чакрасы өте маңызды. Бай болғыңыз келсе, мынамен айналысыңыз. Бұл мынаны ашыңыз, мынаны реттеңіз, мына ашылып кеткен болса тым қатты оны жаба да білу керек кейбір чакраларда, бір-бірінің үстінен басып кетпеу үшін. Сондықтан мына чакрамен жұмыс жасасаңыз, сіз қарым-қатынасыңыз да реттеледі, ақшада миссияны да табасыз, ақшаңыз да реттеледі. Қалай шешуге болады тамақ чакраны? Тамақ чакрасын қалай ашуға болады? Енді білмеймін, әртүрлі чакрологтар бар, осы чакралар ашатын. Біреу тән арқылы, біреу массаж арқылы ашып жатады, біреу тағы бірдемелер жасатады. Ал менің өзімнің арнайы авторский техникам бар. Ертең бұйырса сағат 12-де онлайн және офлайн сол авторский чакра тазалау техникасы. Бұрын мен 4-5 сағат тазалататын едім, себебі групповой, әркіммен сөйлейсің, сұрайсың. Мен 2 сағатқа дейін қысқарттым. Тек қана техниканы берем, жасаймыз, артық әңгіме айтпаймыз, тазалаймыз. Меніңше сол кәдімгідей выжимкасын беремін да, ең сығындысын, ең маңызын көп уақыттарыңыз алмай, 2 сағаттың ішінде бүкіл 7 чакраңызды тазалап шығатын боласыз. Қазіргі бағасы 15 мың теңге онлайн, офлайн Ақтауда болатын болсаңыз 20 мың теңге. Енді қараңыз, орыстарда мысалы чакра тазалау 100 мың теңгеден басталады екен. Оңғасында енді 15-20 мың теңге ол бір кафеге тастап кететін ақшаңыз ғой, бір шай, бір тамақ ішкен кезде. Сонда сіз келіңіз, көріңіз, бір адамға 1 чакра жетеді, бір адамға 5 чакра жетеді. Ну, максимально 10 чакрадан да 10 ай келіңізші ай сайын. Немесе білмеймін, менің онлайн чакрамды алып 10 айға созып алыңыз. 10 чакрадан обязательно нәтиже болмай қоймайды. Любой адамда 10 рет чакра тазаласаңыз, любой. Тіпті бар ғой, вообще визуализациясы жоқ чакралар түгел кірлеп кеткен адамда да ашылады қалайда. Себебі оның чакраның бір ерекшелігі. Любой нәрсені қозғайтын әдеті бар. Қырғызстан бәрі. Қырғызстаннан менде клиенттер өте көп шүкір. Саламатсыз ба, менде де солай, кеш жарық. Қысылбай береді, өзім экономи. Бәрі үйге сіз бар ғой, қараңыз. Даже сіздің парақшаңыздың аты да. Бәрі үйге. Маған емес. Мен просто символиканы айтып отырмын. Маған емес, үйге, жұртқа, жақындарыма, күйеуіме, бала-шағама. Былайша сіз нейросистемаңызды соңғы орынға түсіп қалғансыз. Бұл жерде эгоист бол деген сөз емес, бәрін ұмыт, тек қана қара басыңды ойла деген сөз емес. Егер сіз нейросистемаңызда өзіңізді бірінші орынға қоймайтын болсаңыз, сіздің эгоңыз айтады, хрен маған ол керек дейді. Маған керек емес, мотивация жойылады. Сол үшін сіз өзіңіздің эгоңыз, бізді жеткізетін эго ғой, енді миды мақсаттарға жеткізетін, бізге қызмет ететін эго. Сол эгомызды күшейту үшін бәрібірде өзімізді кейде, көп жағдайда, кейде емес, постоянно бірінші орынға қоюды үйрену керек. Бірінші орынға қою дегеніміз не? Ол жаныңның дауысын тыңдап білу и соны жасау, өзіңе сатқындық қылмау. Егер сіз өзіңізге сатқындық қылмайтын болсаңыз, ғалам да сізге қызмет ететін болады, миссияңызды табатын боласыз. Өзіңізден экономдауды қойыңыз. Өзіңізден экономдауды қою үшін қай чакраны тазалау керек? Құйымшақ чакрасын тазалау керек, себебі құйымшақ чакрасы базовый потребностьтарды жабады, соған жауап береді. Жатыр чакрасын тазалау керек, женственності үйренесіз, нәзіктенесіз. Я достойна дегенді үйренесіз. Асқазан чакрасын тазалау керек. Бұл өмірден ойып, тұрып, орнын алуға жауап береді асқазан чакрасы. Және тамақ чакрасын тазалаңыз. Бұл мен әлемге өзімді көрсетемін деген проявленностьқа жауап береді. Осы 4 чакраны тазалайтын болсаңыз, және өзіңізбен сәл-сәл жұмыс жасайтын болсаңыз, бәрі үйге бұйырса реттеледі. Мен қатты тұйық болып кеттім, төркініме барғым келмейді, балаларым болса болды деген шекарада жүрген сияқтым, қалай шықсам болады? Махаббат ханым, бір травма, бір обида, бір ситуация сізді осы рамкаға салып тастаған болуы мүмкін. Мүмкін төркін жұртта біреудің сөзінен көңіліңіз қалған шығар. Мүмкін төркін жұрттан бір поддержка көрмеген шығарсыз. Мүмкін әке-шешеңізбен контакт жоқ шығар, я? Білмеймін ғой, енді әркімде миллион ситуация бар, да? Соны өзіңіз айтыңызшы, нақты қайсысы болуы мүмкін. Тұйықтық ол тамақ чакрасы. Вообще тұйықтық интроверттік ол онша жақсы емес. Себебі кез келген адам ол сөйлеу керек, кез келген адам айту керек, кез келген адам шығару керек, проявленностьке кету керек та. Сол үшін тамақ чакрасын ашпайтын болсаңыз, бәрі ішке жинала береді, жұта бересіз. Даже мен бар ғой, махаббат сіздің бар ғой, қазір тамақ чакраңызды сезіп жатырмын. Тамам жұтындырмай ауырып жатыр. Мен сондай энергияны сезетін адаммын. Әр адамның дауысынан сезетін адаммын. Менің энергиямды дауыс арқылы беретін адаммын. Мен үшін дауыс
тамақ чакрасы ерекше әсер етеді. Мен вообще жақсы көремін тамақ чакрасымен жұмысты. Менің басқа чакраларыма қарағанда тамақ чакрам ашығырақ, күштірек, мощный. Сол үшін сізге айтамын, тұйықтықтан шығу үшін мына тамақ чакрасын ашыңыз. Сол, мысалы мен өзім қандай едім? Менің тамақ чакрам ашылғанға дейін мен кішкентай кезімде ашық болдым, бірақ 1 жылдар болды тұрмысқа шыққаннан кейін, әсіресе енді все-таки келін боласың, үндемей бастайсың, өз-өзің тыя бастайсың. Сол кезде вообще жабылып қалған кездерім болды. Ештеңе айта алмай, екі сөздің басын құрай алмай, қатты қиналатым, папам қасында сөйлей алмай да. Сосын қой мен сөйлеуді үйренейін деп журналистикаға бардым. Енді жазуды, сөзді үйрендім, бірақ аса мен ойлағандай эффект берген жоқ. Содан кейін мен чакра тазалай бастадым. Тамақ чакра. Сосын 2022 жылы щитовидкада уплотнение бар деді маған. Ойбай, не істеймін? Бұл онкологияға айналып кетуі мүмкін деді. Содан мен 2 ем жасадым. Бірінші БРТ деген аппарат сатып алдым. БРТ аппараты бойынша ол жаңағыдай биорезонансная терапия, ана вибрация арқылы емдейсіз, түк-түк, бізге естілмейді енді, бірақ жаңағыдай вибрация арқылы мына щитовидканың жұмысын реттейді. Екінші чакра тазаладым. Өзімнің чакрамды өзім тазаладым. Ешқандай вообще тоқтаусыз апта сайын бірнеше реттен чакра тазалайтын. Қазір мен соңғы кезде вообще чакраны қойып кеттім. Астанаға көшкелі. Енді ертең бұйырса өзімнің группамен қайтадан чакра тазаламақшымын. Сол жерде қыздармен бірге өзімнің де чакрамды ашамын енді. Сол чакрамды ашқан сайын жаңа уплотнение кетті ғой, мына тамақ чакрамдағы ауру кетті. БРТ арқылы, чакра тазалау арқылы мен мына щитовидкамды реттедім. Содан кейін гормон счастья бөліне бастады. Адамдарға өзімнің пікірімді спокойно жеткізуді үйрендім. Эмоцияға бермей, мен өте эмоциональный адаммын. Кейде болады енді. Болады ғой, мен қатты бір өртеніп кететін кездер енді. Идеальный бола алмаймыз ғой, біз пендеміз ғой, бірақ баяғыға қарағанда сәл біреуге бірдеме айтатын кезде дірілдеп, бірдеме айтатын кезде эмоцияға беріліп, тамағымыз қысылып, жылап, өзімізге жас келіп, или тұншығып, айта алмай қалып, қыстығып, вообще жұтып, ештеңе айта алмай, үйде барып жынданып, қап, видео айтуым керек. Соның барлығы кетті. Сол бойда на месте біреу мысалы менің границама өтіп атса, сразу границама өтіп атқанын сезем ба, сол бойда мен тамақ чакрам ашық, мен асқазан чакрамда мощный да. Сразу спокойно айтуды үйрендім қазір. Тұра тұрыңыз, мен сізді дұрыс түсініп тұрмын ба? Сіз маған қазір осылай деп атсыз ба? Сіз сонда ниетіңіз қандай деген сияқты, уже қазір адамдарға кәдімгі логический немен айта алатын болдым. Осының барлығы тамақ чакрасын реттегеннен кейін болды. Сондықтан сізден де тұйықтығыңыз кетеді. Менде де болды бір сондай тұйық моменттер реттелді бірақ тамақ чакрасын ашқаннан кейін. Хорошо. Чакра бір сеанстан тазалана аламыз ба? Қараңыз, Гүлжиоразова. Неше дейсіз? Неше уақыт психологқа сірә бардыңыз ба? Адамдармен жақсы сөйлесіп, эмоцияңызды шығара аласыз ба? Егер сіз сондай адам болсаңыз, психологқа барған болсаңыз, ашық болсаңыз, эмоцияңызды шығара алатын болсаңыз, тост сөйлей алатын болсаңыз, білмеймін, онда 1-2 чакра жетеді. Егер сізге байланып қалған, кілттеніп қалған, әбден кірлеп кеткен, обида басып кеткен болса, бір айтып отырмын, 10 чакрадан анық бәріне нәтиже болады бұйырса. 10-15 күндей болды, белім ауырып жүрген жолдасым жоқ, еркекпен связь жоқ. Бізде мынандай соңғы уақыттары мынандай установка бар адамдарда. Ер адаммен связь болмаса, менің жатыр чакрам бұзылады екен деген өтірік. Бұл врачтардың, псевдопсихологтардың, псевдоэнерготерапевтердің, псевдочакрологтардың шығарғаны кішкене сәл-сәл аздыратын, тоздыратын установка. Еркексіз кіндік чакрасы, жатыр чакрасы жабылып қалады екен. Ойбай, ауырады екенбіз, онкологияға ұшырайды екенбіз. Өтірік. Төсексіз, төсек ничего не решает. Төсек просто мына жатыр чакрасын ашыңқырайтын шығар мүмкін, гормоны счастьяны бөліңкірейді шығар, денеге арықтауға көмектеседі шығар енді. Бірақ төсексіз де ол жаңағы жатыр чакрасының проблемасын шешуге болады. Ол просто обида, ол реніш, ол агрессия, күйге, енеге деген сияқты, жібере алмаушылық, бір затқа зацикленность. Содан да болуы мүмкін. Соны жіберсеңіз бұйырса, төсексіз де ол проблеманы шешесіз. Чакраны қалай тазалайсыз? Жақсы сұрақ. Қараңыз, чакра тазалаудың менде бірнеше деңгейден тұрады. 3 деңгейде жұмыс жасалады. Бірінші тән деңгейінде денемізден шығып кетеді. Денеміздегі травма, обида, негативтер шығып кетеді, тәннен шығып кетеді. Екінші психика, жан деңгейінде, мышление, психика, содан шығып кетеді.
жанымыздан тазаланамыз, жанымызды тазартамыз. Үшінші, рух деңгейінде рухты өсіреді. Эгамен жұмыс болады ол жерде. Эганы қолға аламыз кәдімгідей. Бүйтіп жинап аламыз эганы. И рух сол кезде эганы басқарған кезде рух өседі. Себебі эго деген, рух пен эго ол қарама қарсы екі күш, екі энергетика, екі қуат көзі. Бұл біздің немізде тұр, жүрек чакрамызда тұр. Егер сіз мысалға эгоңызды өсіріп, тек бет алды, ойыңа келгеннің бәрін жасай беретін болсаң, әр жігітпен бір жата беретін болсаң, немесе адамдардың беті бар жүзі бар ма демей сөйлей беретін болсаң, мен деп тәкаппарланатын беретін болсаң, өзіңді құдай сияқты сезініп кететін болсаң, кеудеңді қағатын болсаң, білмеймін, өзіңе көп алып кететін болсаң, адамдарға гордынямен қарайтын болсаң, онда эго өседі, шексіз өседі. Эго шексіз өсетін нәрсе, бізді басқарып алады, былайша айтқанда тән басқарып алады, біз өзіміздің рухымызды істей алмай қаламыз. Егер біз рухымызды күшейтетін болсақ, рухымызды өсіретін болсақ, эгоны қолға алып, тәрбиелеп, құтырып баратқан жерінен шектеп емес, тәрбиелеп, түсіндіріп, сөйтіп жұмсақтықпен алып кететін болсақ, кейде қаттылықпен, онда рухымыз өсетін болады. Рух өскен кезде энергия шексізденеді, себебі рух ол энергия, рух ол Құдайдың бір бөлшегі. Себебі Құранда айтады, біз өзімізден рухты жараттық деп айтады. Біз әрқайсымыздың ішімізде сол жүрек чакрамызда сол рух тұр. Сол рухымыз күшейген сайын біздің энергиямыз да күшейеді, рухани деңгейіміз, дәрежеміз де күшейеді. Былайша айтқанда, мысалы, мынау біздің тәніміз ғой, адам 3-4 телодан тұрады. Бұл тән, физическое тело, психическое, ментальное тело, интеллектуальное тело, ақыл, духовное тело, да? Сол духовное тело шексіздікке қарай кетеді. Егер біз физический теломызды басқаратын болсақ, духовное тело шексіздікке қарай кетеді де, Құдайға көрінетін боламыз. Неге біздің Құдайға тілегіміз қабыл болмайды? Жалпы Құдайға тілеген тілек, қарызды өтеші, Құдай бүйтші, балам сөйтші деген тілек не үшін қабыл болмайды? Біріншіден, егер сіздің қарызыңыз көп болса, қазір елдің бәрінде кредит бар, бір тиын қарызың болса, дұғаң қабыл болмайды. Екіншіден, сен біреумен ренжісіп, 3 күннен артық бет жыртысып кеткен болсаң, дұғаң қабыл болмайды. Үшіншіден, ата-анаңды ренжіткен болсаң да. Төртіншіден, мына эгоң шексізден гордыняға ұшырап, былайша айтқанда мынандай сөз бар, хадис бар. Мені мен құлымның арасындағы адел дейді, мен оның дұға тілегін естіртпейтін нәрсе, ол оның тәкаппарлығы дейді. Тәкаппарлық деген тек кеудені керу ғана емес қой. Тәкаппарлық деген өзіңді біреумен салыстыру, біреуді аяу, біреуге мүсіркеу, біреудің үстінен қарау, біреуді өсектеу, ол да тәкаппарлық. Анау деген сөйтіп кетті ғой. Қасқа, Құдай сақтай, бетім-ай. Ол да тәкаппарлық. Мен ондай емеспін, анау бейшара сондай. Құдай сақтасын. Или даже біз шүкір етем дейміз ғой, на самом деле біздің шүкірімізге дейін тәкаппарлыққа айналып кеткен ғой. Себебі біз шын жүректен махаббатпен Құдайға махаббатымызды ашып шүкір етпейміз көбіне. Анау білмеймін, ажырасып кетіпті, или анау деген әркіммен бір жүріп кетті, или анау баласы деген құрсын асып кеткен, мен балам ондай емес, шүкір дегеннің өзі, ол өзіңді салыстыру анаданмен да, и өзіңді сәл бір баспалдаққа болса да өзіңді жоғарырақ самодовольство. Барлық бәле самодовольстводан басталады. Ол эгоның өз-өзінен ләззат алу, өз-өзінен рахаттану, өзін мақтау, өзін Құдай санау. Мақтау тек қана Құдай. Мақтауға Құдай лайық негізінде. Сол үшін Алла Тағаланың біздің несін образын киіп аламыз да, и Алла Тағала мен құлдың арасында көрпе сияқты жабылып қалады да, біздің дұға тілегіміз қабыл болмайды. Мен чакрада сол 3 деңгейде жұмыс жасаймын. Тән деңгейінде, жан деңгейінде, рух деңгейінде рухымызды да өсіреміз. Дұға тілегіміз қабыл болады. Неге чакрадан кейін көбіне адамдардың проблемасы шешіліп, армандары орындалып отырады. Мысалы, бала туғысы келіп жүргендер бала туады. Менде 30-дан астам келіншек бала туды чакрадан кейін. Қыз күтіп жүрген адам қызды болады, ұл күтіп жүрген адам ұлды болады, 5 қыздан кейін ұлды, 5 ұлдан кейін қызды болған келіншектер бар. Тағы да зат мысалы чакрада, әлемді саяхаттайыншы деген адамдар саяхаты басталып кетеді, күйеуге шығайыншы деген адамдар күйеуге шығып кетеді деген сияқты. Сол армандары да орындала бастайды, себебі біздің духовный теломыз өседі ана жерде чакран кезінде. Сондай 3 деңгейде тазалаймыз. Ол медитациялардан тұрады, визуализациядан тұрады, аффирмациялардан тұрады, менің лекциямнан тұрады. Тағы да бір деңгей бар. Визуализация, медитация, дем философиясынан тұрады. Демді дұрыстаймыз. Тамақты қалай ашуға, чакра тазалау арқылы ашуға болады. Сосын өзіңнің пікіріңді спокойно айту арқылы. Мен де миссиямды білгім келеді. Миссияны білудің бірнеше әдісі бар. Біріншіден, өзіңіздің чакраңызды тазалап, тамақ чакраңызды
өзіңіздің немен айналысуға, бұл дүниеге не үшін келгеніңізді біліп кетуге. Екінші әдісі тамақ чакрасын ашу. Миссия медитациясы деген бар менде. Сол медитацияны алып, өзіңіздің шын миссияңызды, жаныңызды тыңдау арқылы шын миссияңызды табуға болады. Үшінші чакра тазалау, астрокарта, астрологиялық карта или чакра разбор. Айтпақшы, эфирдің соңында разбор жүргізем, марафонымды алып брондаған адамдарға. Яғни өзіңіздің үш миссияңызды біліп кете аласыз астрологиялық карта арқылы. Қараңыз, астрокарта, интернетте мысалы натальный карталар көп, бірақ олар сенің миссияңды тауып бермейді. Мен миссия таудың менің өзімнің жолым бар. Мен 20 жылдан астам астрологиямен айналысам, бірақ ол болашақты болжау мақсатында емес, просто адамның талантын ашу мақсатында айналысам, энергияларды білу мақсатында. Мен күннің энергияларын айтамын ғой, бүгін осындай күн деп. Сол энергияларды білу мақсатында ғана мен астрологиямен айналысам. Ол жаңағыдай ширк беріп деп ойламай қойыңыздар. Оны жаңағы жаман мақсатта пайдаланбаймын. Кез келген нәрсені жаман мақсатта пайдаланса, ол жамандыққа айналады. Кез келген ілім, мысалы физиканы да жаңағы бомба жасауға пайдаланса, ол жаман. Физиканы, білмеймін, адамзатты денсаулығын онкологиядан емдейтін дәрі ойлап табуға, или білмеймін, жақсы жер планетасын жақсартуға арналған бір затқа жұмсаса, физиканы ол жақсы. Сол сияқты да астрологияның да жақсы мақсатта, жаман мақсатта пайдалануға болады. Ал мен жақсы мақсатта, яғни адамдардың талантын ашуда пайдаланамын. Сол үшін мен 20 жылдан астам адамдардың миссиясын осы астрокартасы арқылы кішкентай кезімде тек жеңіл ғана істейтінмін, қазір уже тереңдетіп чакра разбор, астро разбор жасаймын. Содан да біліп кете аласыз. Қалай тазалау керек екенін жаңа айттым. Тез ашуланшақтық неден? Давайте, Салтанат, өзіңіздің ситуацияңызды толық айтып беріңізші. Бұл жерде мен нақты тек 100 аттан деп айта алмаймын. Ситуацияңызды айтып беріңіз, точка аңызды айтып беріңіз. Мүмкін ол сіз декретте шығарсыз. Мүмкін гормондарыңыз дұрыс емес шығар. В основном гормоннан болады. Тамақ чакрасынан болады ашуланшақтық. И құйымшақ чакрасынан болады. Құйымшақ чакрасы ешкім мощный, мына чакралары жабық адамдар ашуланшақ болады, мысалы. Сондықтан оған себеп көп. Кейде асқазан чакрасы мощный адамдардікі де. Андай шыдамсыз, мазасыз, энергиясы көп адамдар болады. Олар да тез ашуланшақ болады. Кейбір адамдарда слишком ой көп болып кетсе, ми чакрасы, көз чакрасы ластанған болса, одан да болады. Сондықтан сіз өзіңіздің ситуацияңызды толық түсіндіріп айтатын болсаңыз, мен сізге нақтырақ айтып беремін. Белді туралы айттық, маңдан бері бел туралы айтып жатырмыз. Ол қарым-қатынаста қанағатсыздық, қарым-қатынасқа көңіліңіз толмайды. Менде зоб, жүрек, нервім шығады дейді Қалмұрадова Мұқаддас. Қай жақтансыз? Зоб тамақ чакрасы, жүрек сірә жүрек чакрасы, нерві, скорее всего, көз чакрасы, нерві талшықтары жерлерде. Сондықтан сол чакраларды ашатын болсаңыз, және сол чакралардағы негативтерді шығаратын болсаңыз, мысалға зоб неден болады көбіне? Зоб или адам өмір сүріп үлгермейді, өлімге қарай ұмтылады. Өмір сүру оған қызық емес. Гормоны счастья жоқ. Или өзінің миссиясын таппайды. Зоб содан болады. Или бір зат жеткізе алмай жатыр, айта алмай жатыр, ешкім оны тыңдамай жатыр. Мысалы, менің практикамда мынандай ситуация болды. Әйел адам күйеуі ақшаны қырып табады, бірақ әйеліне ақшаны бермейді. Сол кезде әйелі айтады, бер айтады, ол тыңдамайды, ақша бермейді, просто бермейді. Бірақ жұртқа мақтанғанда күшті, ой, мен миллионермін деп ақшасын, бірақ әйеліне татырмайды. Сосын ол әйел не істеді? Айтты, жетпеді. Өзін уязвленный сезінді, тамақ чакрасы жарылды былай шыққанда. Зоб пайда болды аяқ астынан. Мынаны тезірек кесу керек болды. Сол кезде жаңа келіншектің күйеуі өмір бойы бермеген ақшасын соған операциясына беруіне тура келді. Осылайша ақшасын былайша айтқанда суырып алды ана әйелді. Сол үшін жігіттер, әйелдеріңізден ақша аямаңыздар. Қыздар, әйелдер, күйеулеріңізден ақша сұрауды үйреніңіздер. Үйренгіңіз келсе, құйымшақ чакрасын, жатыр чакрасын, асқазан чакрасын және тамақ чакрасын ашыңыздар. Естіп отырсам, барлық чакрам жабық сияқты. Көбіне адамдар бір чакра жабық болса, басқа чакраларды да өзімен бірге жұтып алып кетеді. Сондықтан да қараңызшы, адамның қай жері ауырса, жаны сонда деген сөз бар емес па? Сол сияқты, мысалы, сіздің басыңыз ауырса, как будто өмір бойы басыңыз ауырып кеткен сияқты.
бас аурудан өлген сияқтысыз. Басқа аурулар дым емес сияқты. Егер сіздің көзіңіз ауырса, дүниеде ең жаман ауру көз ауру сияқты. Егер сіздің құлағыңыз ауырса, дүниеде ең ауыр ауру құлақ ауру сияқты. Асқазаныңыз ауырса, дүниеде ең жаман ауру асқазан сияқты көрінеді. Сол сияқты бір чакра ластанса, басқа чакралар да ластанады, потому что күшсіз түсіп кетеді басқаларына. Мысалы, тамақ қараңыздар, мысал айтайық та. Давайте сіз бір чакраны айтыңыз, мен сізге айтайын. Мысалға бір жүрек чакрасы жабық дейік, но тамақ чакрасы ашық, жатыр чакрасы ашық дейік, жүрек чакрасы молшылыққа жауап береді. Ол молшылыққа шыққысы келіп жатыр, бірақ шыға алмайды. Тамақ чакрасы ашылып кеткен, миссиямен айналысып жатыр, қарым-қатынас күшті бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, но молшылық жоқ, жүрек чакрасы жабық. Не істемесе де ақша жоқ. Не істемесе де, потому что жүрек чакрасы жабық, молшылыққа жауап беретін. Адамдарға сенбейді. И сол үшін де мына қарым-қатынаста дұрыс болмайды. Сол үшін де адамдар көп сатып кетеді. Бәріне вроде жақсылық жасайды, оған наоборот жамандық береді. Ол мать Тереза болады, мать Тереза жұрттар спасать етеді, а оны керісінше лақтырып кетеді. Жұрттың бәрі ешкімді жамандамайды, бәріне көмектеседі, а оның басына күн туған кезде бәрі жамандайды, өсек айтады. Сол сияқты чакралар жабық болса, араласып кетсе де, или бір чакра слишком ашық болып қалғандар әлсіз болса да дұрыс болмайды. Соның барлығын гармония дауыс бар ма? Жаңа звондап қалды. Соның барлығын гармонизация жасаған кезде сіздің бүкіл чакраңыз ашылады. Дауыс бар ма, қарап жүрейінші. Так, маған дауыс бар ма, жоқ па тезірек жазып жіберу, сосын барып жоғарыға қайттан мана сұраққа ораламыз. Сол себепті, достар, бүкіл чакралар ашық болу керек және дұрыс жұмыс жасап тұру керек. Бір-біріне мешать етпеу керек. Бүкіл проблема бір чакраға түсіп кетпеу керек, бүкіл салмақ. Түсіндіңіз бе? Сол. Ал оны чакра тазалау техникасында реттейміз. Біз чакра тазалау техникасында тек чакраны ашумен айналыспаймыз. Біріншіден тазалаймыз, ашамыз, и реттейміз. Кейбір ашылып кеткен чакраны жабамыз керек болса. Так, келесі сұраққа етейік. Эфир ұнап жатыр ма? Сұрақтарыңызға жауап ала аласыз ба? Ақша проблема. Ақша проблемасы мана айттым, я? Құйымшақ, жатыр, асқазан чакрасын тазалаңыз. Осы 3 чакра тазаланған кезде сіз кәдімгідей базовый потребностьте оңай жабатын боласыз, ақшаның берекесі келетін болады. Кредитте дәл солай. А кредиттен құтылғаннан кейін уже тамақ чакрасын ашса, уже миллион, миллиардтар келетін болады. Менде ақша күймен қарым-қатынасым жақсы емес. Вот, көрдіңіз ба? Менде ақша проблема. Вот, солардың барлығына запись болады. Запись болады, конечно, болады. Чакра тазалау техникасында запись болады, мынандай запись болады. Кармалық миссияны қалай анықтаймыз? Назикош, айттым ғой. Или сіз қазір 2 мүмкіндік бар. Қазір менің бұйырса мамырдың 10-ында басталатын жаңа мен деген марафонымның 3-ші потогына қосыласыз. 2 тариф бар. Негізгі тариф ол жалпы медитациялар болады, чакра тазалау техникасы болады. Общий чатта жұмыс жасаймыз. Ол жерде енді бүкіл программа сөйтіп жасалған, өзіңіз жасап отырып уже ашыла береді. Или VIP тариф бар. Егер сіздің ішіңіз топ қалған болса, травмаңыз көп болса, 110 мың теңгелік VIP тарифті алсаңыз болады. Общий тариф 50 мың, VIP тариф 110 мың теңге. Сол VIP тарифпен 10 мамырдан бастап жеке жұмыс жасаймын. 21 күн бойына прям күнде WhatsApp чатта талқылау болады, шығару болады, тапсырма болады, жеке өзіңізге арналған тапсырма болады. Ал аптасына 2 рет созвон болады. 10 минуттық. 10-15 минуттық созвон болады. Сол жерде VIP тарифте әсіресе сіз өзіңіздің кіші миссияңызды, кармалық миссияңызды, ұлы миссияңызды анықтап кете аласыз. Екінші вариант бар. Сіз егер сол марафоннан қазір 10 мың теңге, 20 мың теңге нені жаңағыдай бронь алатын болсаңыз, онда мен сізге эфирдің соңында кім үлгереді, соған эфирдің соңында чакра разбор жасап береді. Міне мына телефонға бронь жасауға болады. Так, келесі. И так. Қайда ой бұл, қайда қалдық? Төмен түсеміз. Инстаграм бір ыңғайсыз жері, комментариялар түсіп кетеді, көтеріліп кетеді. Жолдасым сіздің марафонға қатыса жақсы болады. Әсем, сіз өзіңіз қатысып бастаңыз. Сосын жолдас та келеді, ол ешқайда кетпейді. Ер адам ешқайда кетпейді. Ең бірінші бүкіл семьяның энергиясы, білімі, эмоциясы барлығы әйел адамға байланысты.
әйел адам вбирает в себя, тазартады, сосын барып күйеуге келеді. Еркін өмір сүргім келеді. Не үшін еркін өмір сүргіңіз келеді? Түсіндіріңізші. Щитовидкадан қалай емделдіңіз? Жаңа айттым, БРТ аппарат и чакра тазалау щитовидканы реттейді. Эфирді қарап алсаңыз болады. Үйден шыққым келмейді. Так, махаббат. Құйымшақ чакрасы нашар адам. Үйден шыққысы келмейді. Ол бұқпа деген ауру. Бұқпа. 4 стена жеп тастайды адамды. Әсіресе декреттен кейін болатын ауру бұл. Бұқпа деп аталады. Ешкімді көргісі келмейді, өз әлеміне кіріп кетеді, ештеме қызық емес, тұйықталып қалады. И тамақ чакрасынан болады. Сол екеуін құйымшақ пен тамақта ашқан кезде ол ауру кетеді. Ол психологиялық ауру. Гүлжи Оразов айтады, психологқа барған жоқпын, ортада еркін сөйлей аламын. Мана Низатқа байланысты еді, ұмытып қалдым уже. Сіздің жауабыңызды берген сияқтымын. AG Cosmetics қалайсыз Гаухарым, жақсымын, өзіңіз қалайсыз? Мен ешкімнің сұрағын өткізіп алған жоқпын ба? Бүгін бәрі бел ауыратын адамдар жатыр энергиясымен айналысу керек. Сіздерге ертең бұйырса сағат 12-де Ақтау қаласында бізде онлайн және офлайн бүкіл 7 чакраны тазалайтын техниканы өткіземін 2 сағат. 2 сағат бойына сіз құйымшақты ашып, қорқыныштардан арыласыз, жатырды ашып, бел ауруыңыз кетеді, жатырдағы проблемаларды шығарасыз, асқазан чакрасын ашып, ақша проблемасын шешесіз, жүрек чакрасын ашып, молшылыққа жетесіз, тамақ чакрасын ашып, миссия табасыз, көз чакрасын ашып, интуицияңызды ашасыз, ми чакрасын ашып, армандарыңыз орындалады. Сондықтан келіңіз, сәуле. Кеш жарық, бессонница неден болады? Бессонница нереализованная энергия. Қандай энергияңызды реализовать ете алмайсыз, қандай миссия таппағаннан көбіне. Миссия тауып, егер сол энергияны орнына жұмсайтын болсаңыз, ұйқы да реттеледі. Айтыңызшы, миссия таптыңыз ба? Бар дейді. Чакра ашық жау екен қайдан білеміз? Давайте сол техниканы жасайық. Қазір дайынсыз ба? Дайын болсаңыз, төменге түсіңіздер, жазыңыздар. Я чакрамыздың диагностиканы жасап беріңізші деп. 1-2 чакраныкін қарайық, бәрі ұзақ болып кетеді. Эфир керемет, сөйлегеніңнен энергия алып отырмын. Алла разы болсын. Рахмет, Гүлмира ханым. Ұнап жатыр. Отырған кафеңізге барып, жаңыңызда отырып тыңдағым келіп тұр. Ең қасымда жақта көрші столдарда да адамдар отырып шай ішіп жатыр. Конечно, оларға мешать етпеу үшін жай сөйлеуге тырысып жатырмын. Жалпы мен Global Cafe'де боламын. Бұл менің қазіргі уақыттағы офисім айналды, өзімнің офисім табылғанша қазір. Мен 2 қалада жұмыс жасамақшымын, Астана, Ақтау. Сондықтан пока Ақтаудағы менің офисім Global Cafe. Бір айында мен сіздермен сөйлесіп отырамын деп айта алмаймын. Но менің энергиямды, полемді осы жерден ала аласыздар. Айтпақшы, бұйырса бірінші күні ақтаулықтар бар ма? Чакра шайға шақырамын. Осы Global Cafe'нің ішінде столды жалдап жатырмын. Прям тамақтар, шай бәрі болады, тәтті болады деген сияқты. 5-ақ мың теңгеге чакра шай болады. Ол жерде не істейміз? 1-2 техниканы беремін, может медитация, может сұрақтарыңызға жауап, проблемаларды талқылаймыз. Көреміз, бір мастер-класс өткізіп жіберемін. Келіңіз. Не сатып жатсыз? Мен ертеңгі чакра тазалау техникасы сатып жатырмын. 15 мың және 20 мың теңгелік. И марафон сатып жатырмын. 110 мыңдық және 50 мыңдық. 21 күн бойына бүкіл травмаларды шығарамыз, энергетиканы ашамыз, негативтен босаймыз. Кстати, алдыңғы марафонында менде дуамен тілгөзден арылды, аузынан тас түсті кәдімгідей. Тазартамыз ғой себеп ішінде прям. Менің полем деген нәрсе бар. Поле деген ол пространство, рухтардың пространствосы. И сіз менің полеме кірген кезде, даже мен сөйлемей-ақ қояйын, мен бірдеме айтпай-ақ қояйын, сіз өзіне жаныңыз емделіп кете береді. Мен оны байқадым, бір емес, уже 6 жылдың ішінде әбден көзім жетті. Потому что мен адамның полесін жан дүниемен емдейтін әдетім бар. Ата-бабам ахундар болған. Ертеңгі сеансқа қатыса алмаймын, жолдамыз, қонаққа кетіп едік. Алла бұйыртса Астанада кездесуді армандап жүрмін, кездесеміз. Гүлмира ханым, пока Астана жоқ маған, сондықтан Ақтауда кездесейік. Басым қатты ауырып келді, әпкеме барып келгенмін. Не болды? Әпкеңіздің проблемасын көп тыңдап қойдыңыз ба? Дайынмын, давайте қазір. Сәлем Маңғыстаудан. Мен чакраларымды қараймыз қазір. Адрес айтасыз ба? Ақтауда. Айжан, мына нөмерге бронь лақтырыңыз да, маған жеке осы жерде WhatsApp бар, соған жазып жіберіңіз. Мен сізді чатқа қосам, жабық. Ұйықтап тұрсам да ұйқым келіп тұрады. Так, ұйқысы келу, көз чакрасы. Көз чакрасы бұл шешім қабылдауға жауап береді, интуицияға жауап береді. Сол проблема бар ма сол жақта? Ал кеттік онда, бетеміз. Мана мен сторизе 2 чакраны, құйымшақ және жатыр чакрасын
диагностикасын айтқанмын. Кім көрді? Кім істеді? Давай енді қазір асқазан чакрасын айтайық та. Кеттік. Оң қолды жоғарыға қаратамыз, сол қолды төменге қаратамыз, екі қолды созамыз. Мына қолына мән бермеңіз, жаңа сия ағып кетті. Екі қолды бетіп қаратамыз, оң қол жоғары, сол қол төменде, созып тұрмыз. Қолдарды түзу, бір деңгейде. Аяғы сынған еді ғой, ауа влажный. Соның негативі сізге өтіп кеткен ғой. Мен істедім, ана, молодец. Енді асқазан чакрасын көрейік. Ал 12 рет ашып жұмамыз. Энергияны алады, вбирает в себя дейді, өзіне алады. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соны алмастырамыз, екі керісінше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Екі энергияны қосамыз. Сеземіз, прям ощущение, достар, ощущение. Визуализация емес бұл жүрге керегі. Ощущение. Біздің қазір өкінішке қарай қазақтың қыздары до того рутинаға, тірлікке, кредит төлеуге, күйеудің проблемасын арқалауға, квартплата төлеуге кіріп кеткен сонша ощущениесін сезе алмай қалған. Әйел адамға ощущениені сезбеу, это уже өліммен бірдей. Себебі әйелдің энергиясы өлсе бәрі өледі. Женский энергиясы өлсе бәрі өледі. Өзі де өледі бірте-бірте. Сондықтан жатыр энергиясын ашу керек, ощущениені түсіну үшін, сезіну үшін. Кеттік. Сонымен энергия қосылды ғой да. Енді соны асқазанға, қақ ортаға апарамыз мана энергияны. Кіргіземіз мана шар, мана қолға алынған шарды кіргіземіз. Бұл чакра біздің. Көзімізді жұмамыз. Қандай түс екенін елестетеміз. Кемпір ұсақтың кез келген бір түсі маған жазып жіберіңіздер. Қалай істеу керек? Енді қосыладыз ба? Қолды оң қолды жоғары, сол қолды төмен 12 рет ашып жұму. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Алмастыру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Екі энергияны қосу. Бір ауырлық сезіледі. Соны асқазанның ортасына қою. Шарды асқазанға кіріп атқанын сезіну. Кез келген бір түсті елестету шол шардың ішіне, көз алдыңызға емес. Сап-сары балапан, молодец, Айжан апа, молодец. Айжан апа, сіз деген еді неше жылдық чакрологсыз уже. Неше уақыт кеше марафоныма қатыстыңыз. Енді сізге чакраңыздың цветі көрінбеу ұят болады ғой, жарайсыз. Кстати, алдыңғы эфирде менде бірнеше қыз эфирмен соңына дейін қатысқан үшін мен подарок беремін деп едім. Оны ұмытып кетіппін ғой. Маған хабарымды беріңіздерші, мен соңына дейін қатыстым деп. Подарок беремін. Тағы да кімде қандай түс? Асқазан чакрасында. Жазыңыз, ерінбеңіз. Айтып беремін сіздерге. Нені білдіретінін. Ештеңе жоқ, айдаласы. Әне көрдіңіз бе, махаббат? Мана айттыңыз ғой, бүкіл чакрам жабық сияқты деп, рас екенсіз, сезіп тұрсыз. Махаббат енді не қылып жүрсіз? Неге осы жабық чакрамен? Қалай өмір сүріп жатсыз вообще? Жабық чакрамен өмір сүру қиын емес па? Мен арасында бір құйымшағым ластанып қалса, кәдімгідей қиналып қаламын. Арасында бір асқазаным ластанып, кәдімгідей қиналып қаламын да. Еще и то мен күнде тазаланып жатырмын да. Қалай өмір сүріп жатсыз, айтыңызшы маған. Ал давайте бәрінің цветтерін айтып жіберейік. Жасыл. Вообще, уайым көп, Гүлмира ханым. Сары, молодец. Жасыл, уайым көп. Ашық көк. Қарым-қатынас. Адамдармен қарым-қатынас дұрыс емес, соның бесігінен ақша жоқ. Сары, молодец. Құйымшақ сары. Ақшаны көп уайымдайсыз. Екі аққу сияқты дейді. Қорқыныш көп. Тоуымен қалып қойдым дейді. Қалған жоқсыз, неге қалып қойдыңыз? Сары, дұрыс. Көрінбейді, бірақ көк миымда тұр. Ну, миыңда тұр деген қалай сонда? Қай жақта тұр ол? Миының ішінде тұр ма көк? Қандай көк сосын? Интернетім жасамай дейді. Қазір тағы келесі чакрада көрерсіз. Қызыл, қорқыныш, не қорқу? Не заттан қорқасыз? Ақша таба алмаймын деп қорқасыз ба? Ақша жетпей қалады деп қорқасыз ба? Құдай жеткізбейді деп қорқасыз ба? Сәлем дейді. Сары, молодец, сары болу керек. Тағы да кімде қандай түс? Яғни оң қолды жоғары, сол қолды төмен қойып 12 рет ашып жұму,
сосын наоборот істеу, оң қол төмен, сол қол жоғары 12 рет ашып жұму, екеуін қосу, екі энергия шар сияқты. Ортаға салу. Ештеңе көрінбесе, вообще чакра жоқ деген сөз. Чакра жойылған деген сөз. Бұл чакра жойылса не болады? Энергия жоқ деген сөз. Розовый. Ақша таба алмайсыз, потому что слишком нәзіксіз, слишком жұмсақ, слишком жылауықсыз, слишком развязныйсыз, слишком боссыз. Кемпір қосақ сары жасыл араласып кеткен сізде. Сәуле, бүкіл чакра араласып кеткен, былығып жатыр, ылығып жатыр. Ол да жақсы емес. Себебі әр чакра өз орнында тұру керек. Егер ол араласып бір-біріне есеп жүрсе, көшіп жүрсе, онда сіздің ақшалы болатын жерде керісінше дала болып жатады, бітелетін жерде тесік болып жатады, тесілетін жерде бітеу болып жатады деген сияқты бір-бірімен шатасып кетеді. Мысалға, жүрек чакрасы араласып кетіп жатса, сіз әркімге бір сенетін боласыз, дұрыс емес адамдарға да. Или ми чакрасы араласып кетсе, білмеймін, қорқыныш басып кетеді деген сияқты. Асқазан қорқыныш көп сізде, Ажар. Не қорқыныш? Неден қорқып жатсыз? Кредит төлей алмай қалам деп жатсыз ба? Өмір сүре алмай қалам деп жатсыз ба? Далада қалам деп жатсыз ба? Ақша төлей алмаймын, далада түрмеге түсемін деп жатсыз ба? Или өліп қалам деп жатсыз ба? Ерте өлемін деп жатсыз ба? Не қорқыныш? Сол қорқыныштарды шығармайсыз ба? Не қылып жүрсіз? Чакра тазалауға келіп, әр қорқыныштармен бөлек-бөлек жұмыс жасамайсыз ба? Или марафонға келіңіз. Ертеңгі чакра 15 мың теңге онлайн бар болғаны. Қазір осы отырғанда мына номерге 10 мың теңге бронь жасайды. Соған тез кім бірінші бронь жасайды? Жаңа бір Каспий жіберді ма? Айтып жіберіңізші кім? Соған қазір мен чакра разбор жасап беремін. Или менің жоқ, бронь марафонға бронь жасайды. Или ертеңгі онлайн чакраны полный сатып алады 15 мың теңге. Соған да бұйырса не істеймін, не беремін. Чакра разбор жасап беремін қазір. Білмеймін, не қорқыныш. Есіңізге түсіріңіз енді, не қорқыныш. Мүмкін уайымдайтын шығарсыз бірдеме, балдарды уайымдайтын шығарсыз. Или болашаққа сенім жоқ па екен, не болып кетеді деген. Давайте енді келесі чакраға кетейік. Осы асқазан және жүректі қарайық, енді қалғандарын кейін қарап аларсыздар. Дайынбыз ба? Қолымызды аламыз, оң қол жоғарыға, сол қол төменге. 12 рет ашып жұмамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Екі энергияны қосамыз. Сейден мына жүрекке емес, кеуденің қақ ортасына апарамыз. Кеуденің қақ ортасына намаз оққан сияқты. Оң қол астында тұрсын. Шар кірсін манағы энергия. Кемпір қосақтың кез келген түсін елестетеміз. Айтып жүре ойыңыздар, қандай түс көрінді? Жазып жүре ойыңыз тездетіп, әрқайсыңызға бір расшифровкасын айтайын. Достар, естеріңізге сала кетейін. Осы чакраларды қалай ашамыз деген сұрақ туады ғой. Бұйырса ертең Ақтау қаласында онлайн және офлайн бүкіл Қазақстаннан қатыса аласыздар. Онлайн 15 мың теңге, офлайн 20 мың теңге. Құдай-ау, 20 мың теңге деген қайда қалмай жатыр. Келіп бір рет қатысып, пока осындай баға тұрған кезде алып қалғанша еще подарка беріп жатырмын. Қазір аударатын болсаңыз, қазір бүкіл жаңағы онлайнның 15 мың или офлайнның 20 мыңын мен чакра разбор жасап беремін. Қазір. Давайте, қазір уақыт кетеді, есептейміз, 5 минуттың ішінде кім аударады, соған чакра разбор бұйырады, рахат. Менің чакра разборым 50 мың теңге тұрады, если что. Так, ал кеттік. Қызыл, Ажар Сейтхалиевна, қызыл. Опять қорқыныш, сізде вообще қорқыныш басып кеткен. Ажар, не қорқыныш? Жасыл, Гүлзира, жасыл, молодец, жасыл. Коричневый деген цвет жоқ, вообще бүлінген, әбден реніш басып кеткен жүрегіңізді. Сары ақша болып кеткенсіз, әлия. Жасыл, молодец. Ақ, вообще қорқыныш көп, Райкүл сізде. Болашақтан қорқыныш, молшылықтан қорқыныш, байлықтан қорқыныш, или керісінше кедейліктен қорқыныш, білмеймін, не қорқыныш. Зәмзагүл, сізде де ақ болса қорқыныш көп. Қою жасыл, Анаргүл, молодец. Бірақ слишком ашық емес па, байқаңыз. Көрінбейді, түс, вообще чакра жоқ. Қандалған, былығып, ылығып, жоқ болып кеткен, чакрасы жоқ деген сөз, энергиясы 0 деген сөз.
қалай өмір сүріп жатсыздар? Өте қиын ғой негізі чакрасыз өмір сүру. Қызыл қорқыныштар мен жасап қойып едім. Енді жасап қойдыңыз. Ертеңге бронь ба? Изатқа бронь ба или полная оплатасы ма? Полная оплатасы болса, мен сізге қазір тез разбор жасап беремін. Кім үлгереді соған? Бордовый, гала, серік, қорқыныш өте көп сізде. Қызыл да емес, қоңыр қызыл сияқты. Қызылға жақын, но все-таки негатив көп сізде. Маған ештеме көрмейді. Бальзам Короткова біз екеуміз бұйырса нені бастаймыз ғой, марафонды. Мамырдың 10-ында. Оған дейін жайлап тапсырма беріп, кішігірім жұмыстар бастай береміз. Но негізгі марафон мамырдың 10-ында басталады. Сол кезде бұйырса ашылады. Ештең көрмейді, сәуле. Маған марафонға келіңізші, или ертеңгі чакраға, пожалуйста. Болмайды мынандай чакрасыз өмір сүруге, қыздар. Почему вы себя не жалеете? Неге ойламайсыздар өздеріңізді? Неге өзіңіз соңғы орынға қойасыз? Неге аяйсыздар өздеріңіздің жаныңыздан, рухыңыздан? Чакра ашылғаннан кейін миссияңызды табасыз өзіңіз. Сізге сол ақша келеді, миллиондаған ақша келеді. 15 000 теңгеге сен миллионның несін тартасың. Сен өзіңе не керек екенін түсінесің, ашылады мыналардың бәрі. Мүмкін біреуде 1 чакрада ашылар, біреуде 2 чакрада ашылар, біреуде 10 чакрада ашылар, түбінде табасыз. Қорқыныш жоқ менде. Қорқыныш жоқ болса, онда просто ештеме жасамайсыз. Әрекет жоқ. Күлгін, ой көп, күңгірт, қараңғы, негатив басып кеткен, жасыл жүрек, жасыл келем, Айжан апа, не деген мынау, Сіз оңайша 4 құбылаңыз тең өмір сүріп жатқан сияқты ғой, бүкіл чакраларыңыз ашылып. Ертеңгі онлайн марафонға енді толық оплатасын төледіңіз ба? Кешірерсіздер. Қандай марафон болады? Айжан, бұйырса мамырдың 10-ында бізде жаңа мен деген марафон болады. 21 күн бойына біз бүкіл ішіңіздегі негативті шығарып, травмалармен жұмыс жасап, установкаларды өзгертіп, былайша айтқанда ақша каналыңызды ашамыз, асқазан чакраңызды ашып, береке келеді өміріңізге. Қарым-қатынасты түзейсіз, адамдармен дұрыс сөйлеуді үйренесіз, тост айтуды үйренесіз, өзіңіз ақша табуды үйренесіз, сатуды үйренесіз деген сияқты. Мына чакралар ашылғасын. Жеңілдейсіз. Өзіңізді табасыз. Шын Айжан қандай жоғалтып алған балалық шақтағы жоқ болып кеткен. Біреуден Каспийден келді, жазып жібере қойыңыз. Кім? Соның барлығын тазартасыз. Айжан. Сол марафонға 10 мамырда общий тариф менде 50 000 теңге, VIP тариф 110 000 теңге. VIP тарифте кәдімгідей жеке психологиялық сеанстар болады. Сәлематсыз ба, ханым? Сәлематсыз ба. Менде қатысуымға жетпі. Бальзам зетқа қатысу. Ертеңгі онлайн чакраға ма? Ерте сияқты сізге. Сіз итак марафондасыз ғой. Жұмыс жасаймын ғой. Толық төледім. Назикош офлайн. Не ғой, толық төлесеңіз, Назикош, давайте мен сізге просто осы жерден неңізді анықтап берейін. Неге эфирге шығармай жақсы. Ал жақсы, өзе бердік қой. Бүгін төлегендер ғой, негізі. Мәссаған. Интернет жасамайды. Қазір мен неқтің паролін алып алайын. Мен сізге ұлы миссияңызды анықтап берейін, хорошо. Мен төлем жасадым, молодец. Офлайн ба? Марафон онлайн. Бағасы қанша? Қайсының бағасы қанша? Марафонның бағасы 50 000 общий, VIP тариф 110 000 теңге. Егер қазір мына нөмерге 10-15 000 теңге бронь жасап қоятын болсаңыз, мен сізге эфирге шақырып, чакра разбор жасап беремін. Хорошо? Бүгін төлегендерге, қазір төлегендерге мына нөмерге бронь жасап, или ертеңгі онлайн чакраның 15 000, или марафонның любой броны 10 000 теңгеден бастап, онда мен сізге қазір чакра разбор жасап беремін. Қазір интернет қосып алайын. Кешіресіз, маған интернеттің паролі керек еді. Қосып бересіз ба? Tamam. Сол. Өзіңіз. Так, Назикош ол үшін мысалға қазір өзіңіздің туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңіз жазып жіберіңіз. Рахмет. Давайте онда келесі чакраны бір ашып тастайық. Эфир кішкене қалды аяқталуға, пока Назикоштың миссиясын анықтап берейін. Қазір, достар, кім маған Каспийге жаңа ақша жіберді? Біреу ақша жіберді маған, ешкім айтпай жатыр. Кімде-кім қазір не істейтін болса, ертеңгі онлайн марафонға 15 000 теңге
ақша лақтыратын болса, осы жерде эфирде чакра разбор жасап беремін. Или марафонға, ертең мамырдың 10-да басталатын марафонға бронь лақтыратын болса, кап қазір чакра разбор жасап беремін. Чакра разбор дегеніміз не? Туған күніңіз, туған айыңыз, туған жылыңыз, туған сағатыңыз бойынша сіздің миссияңыз не, кіші миссия, ұлы миссия, кармалық миссия не екенін анықтап беремін. Назикош, маған толық дата керек. 10.03.92 туған жер, туған сағат. Туған жер, туған сағатыңыз айта қойыңыз. Сізде балық екенсіз ғой, Назикош. Сағат. Ақтөбе ма? Байғанин ауданында. Кім өзінің чакра разборын алғысы келеді? Тап қазір ертеңгі сағатты білмесеңіз, мен таба алмаймын, ренжімеңіз. Сағатты білу керек, сұрау керек. Одан таба алмайды. Сағат керек, сағат обязательно. Сұрақ беріңіз. Мен не жасай алмаймын, ретификация жасай алмаймын қазір. Хорошо, давайте онда келесі чакраны тазалап жүрейік, анықтап жүрейік. Тамақ чакрасы негізгі чакра біздің, кімде қандай екен, сосын барып аяқтаймыз эфирді. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Чакра ертең нешеде болады? Ертең 12-де басталады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Екі энергияны қосасыз. Қазір уже эфирді аяқтаймын, тез-тез сұрай қойыңыз. Тамаққа апарасыз. Кітап сияқты қылып, ертең сағат 12-де бізде осы чакралардың бәрін. Бүгін сіз тек чакраның деңгейін ғана білдіңіз, түсіндіңіз, ол проблемасын бірақ анықтаған жоқпыз. Қаяқтан шығып жатқанын. Ертең чакраның кезінде соның бәрін тазалаймыз. Қайдан шығып жатқанын. Так, апардыңыз ба мына жаққа? Көзімізді жұмамыз. Иманағы шар чакраның энергиясы. Қандай түсте? Менің бір жақсы көретін клиентім бар, сонымен жақында жеке үйінде чакра тазалағанбыз. Менде жеке терапия бар, ол өте қымбат, бірақ сол айтады ғой, 3 сағаттық терапиядан кейін мен ұштым дейді, жеп-жеңіл болдым. Клиенттерім көбейді дейді, проект көбейді, шетелге барып келдім дейді, өз-өзіме сенімділік артты дейді. Сондай күшті бір чакрадан кейін айтпақшы жаңылсын деген қыз бар бізде құрықта. Сол қыз 4 миллион қарыздан құтылды, бір рет чакра тазалады. Менің тағы да бір Атырауда бір клиентім бар, 40 миллион қарыздан құтылды. Осы Ақтауға бір 90 миллион қарызымен келген қыз жайлап құтылып жатыр. Сондықтан барлық нелерден құтылуға болады. Нақты реальный кейстер, отзывтар барлығы. Нақты адамдар бар. Даже керек болса солардың нөмірін де бере аламын. Көк, олардың рұқсатымен. Көрінбейді дейді. Вообще чакра жоқ ажарсызде, ол жерде тамақ чакрасы. Көк деген қандай ғой? Көк, пожалуйста. Ашық көк па, қой көк па жаза қойыңызшы. Қорқыныш вообще. Қарым-қатынас құрудан қорқасыз. Назикош қазір біліп берем. Қарым-қатынас құрудан қорқасыз. Дейді. Тағы да кімде? Миссия табудан қорқасыз. Жасыл. Сізде бір ауырлық бар. Сол ауырлықтың кесірінен, сенімсіздіктің кесірінен, бір уайымдардың кесірінен, может, или қайтыс болған адам жүре алмайсыз ба, білмеймін, или бір сатқындықтың кесірінен сіз миссия таба алмайсыз. Жасыл ғой да, тоже жаңағыдай сатқындықтың кесірінен, бір ауыр ойдың кесірінен миссия таба алмайсыз. Ашық көк, молодец, жақсы. Достар, соңғы рет естеріңізге саламын. Қазір мына номерге, ертеңгі чакраға, ақша лақтырған адамға мен миссиясын біліп беремін. Кіші миссия, ұлы миссия, кармалық миссия. Сондай мүмкіндікті, сондай подарканы пайдаланып қалсаңыз болады. Сәлем, жақсы. Жақсы, рахмет. Осы эфир аяқталғанға дейін кімде-кім, эфир сақталмайды, білмеймін, сақтаймын ба? Ойланам. Кімде-кім осы эфир аяқталғанға дейін мына номерге ертеңгі чакраға 15 000 теңгесін лақтырып жүретін болса, сол бойда чакра разбор жасап беріп эфирге шақырам. Не ғой, не туралы болып жатыр? Гүлжана, біз бүгін чакраның диагностикасын, адамдардың проблемасын, жеке сеанс, психологиялық кішігірім сеанс тегін, соны талқылап жатырмыз. Қап-қараңғы дейді. Значит, сізде сәуле вообще әбден обида. Сәуле, айтыңызшы, реніш бар ма? Негатив бар ма? Или дуа бар ма?
Так, енді мана кім? Назикош, сіздің миссияңызды айта кетейін. Сіздің миссияңыз ақша табу. Көп ақша табу. Менің VIP марафоныма келіңіз, Назикош. VIP марафонда сізге бүкіл чакра разбор жасап берем. Ол бәріне жасалады VIP марафонда. Яғни кіші миссияңызды анықтайсыз, ұлы миссияңызды анықтайсыз, кармалық миссияңызды анықтайсыз. Билетке кассаға барған менің алдында жауап кетіп жатыр екен. Хорошо. Ал онда реніш дейді. Сәуле, не қылған реніш, кімге ренжіп жатсыз? Ол ренішпен қашанғы жүресіз? Жалпы реніш деген нәрсе біздің бүкіл жолымызды жабады. Бүкіл жолды жабады. Ол чакраларды да жабады. Чакра жабылған адамның вообще өмірде жолы болмайды. Чакрасы жабылған адамның өмірде жолы болмайды. Кредиттен кредитке, қарыздан қарызға ұласып жүреді. Ақша табу дейді. Ақша табу, Назикош, сіздің миссияңыз ақша табу. Көп ақша табу. Достар, сонымен давайте мен бір 5 минуттай ровно. 5 минутты мен қойын, жақсы. 10 минут күтем, 21-ден 18 кетті. 21-ден 28 кеткенге дейін. Кімдегім? Ертеңгі чакра тазалау техникасына 15 мың теңге онлайнға лақтырып жүретін болса, осы жерде, осы эфирде туған күн, туған жыл, туған сағат, туған жері бойынша или кейінде жасап бере аламын. Чакра разбор беремін. Чакра разбор дегеніміз не? Бұл сіздің миссияңыз не, кіші миссия не, кармалық миссия не? Не істеу керек, бұл өмірге не үшін келді? Мысалы, Назикошқа көп ақша табу үшін келіпті. Бірақ енді оны қалай жүзеге асырады, ол Назикоштың қолында. Көшеде көп жүрмеймін, жаяумен. Күйеуім маған ренжиді. Не үшін ренжиді, Сәуле? Сіз оған ренжисіз бе? Күйеуіңіз сізге ренжи ма, түсінбедім. Или екеуіңіз бір-біріңізге ренжіп жүрсіздер ма? Сонымен ешкімге чакра разбор керек емес екен. Хорошо, 50 мың теңгенің чакра разборын қосып берейін деп едім, ертеңгі чакраға келетіндерге. Но айырылып қалдыңыздар. Хорошо, 9 минут күтем, сосын болды, жабамыз эфирді. Менде Каспийде қазір ақшам жоқ болып тұр, Сәуле ханым. Біреуден жүріп көрсеңізші. Біреуге попросит етіңіз, тап қазір. 9 минутыңыз бар, әлі де үлгересіз. Ладно, эфир біткеннен кейін 1 сағаттың көлемінде аударып үлгеретін болсаңыз, мен сізге чакра разбор жасап беремін. Кеш жарық, Индира ханым. Айжан ханым, сізге просто бар ғой, өзіңізде ресурс жоқ кезде біреуге ресурс бермеңіз. Болды. Сіздің әдетіңіз бар. Сізде бар ғой, андай не бар ғой, Айжан апа. Тамақ чакраңыз слишком ашық та. Не деп айтады оны? Біздің қазақта соны бірдеме деп айтады. Ой, не деп айтады, құдай. Ұмытып қалдым. Әсіресе Маңғыстауда бір сөз бар. Ұмытып қалдым, құдай, бір сөз бар. Сондайсыз да, сіз андай жарық шелек сияқтысыз. Жинай алмайсыз энергияңызды. Мен енді қосылдым, тема қандай. Ал жақсы, Балжан үшін бір чакраны не істеп жүрек. Балжан, біз чакрамызға диагностика жасап жатырмыз. Жаңа сторизде құйымшақ жатыр чакрасының цветін көрдік, қандай ашық па, жабық па. Жаңа тікелей эфирде асқазан, жүрек, тамақ чакрасын көрдік. Давайте сіздің құрметіңізге 2 чакра қалды ғой, соны да тазалап тастайық. Менің орамалымда намаз оққаныма, ол өзі арақ ішеді. Сәуле, не айтсам екен сізге? Ақыл үйретіп кетті деп айтасыз ғой. Айтайын ба, айтпайын ба ақыл? Лучше чакра келші, түсінесіз. Чакра келші. Түсінесіз. Бұйырса, айтам сізге, бөлек. Сәуле, тап қазір кімде Каспий бар, содан аударып үлгерсеңіз, тез етіңіз. Мен пока мына 2 чакраны диагностика алып тастайын. Аударып үлгерсеңіз, мен сізге чакра разборға шақырамын. Чакра разбор деген супер, вообще рахат. Сеанс сияқты ол да, психологиялық сеанс, өзіңізге керегін аласыз жауабыңызды. Кешірім сұраймын, соткам өшіп қайта кіргенім, разбор алу үшін не істеу керек? Разбор алу үшін ертеңгі чакраға 15 мың теңгеге орын алу керек қазір мына номерге. Или менің мамырдың 10-да басталатын марафоныма
общий 50 000 теңге, VIP 110 000 теңгеге, 10 000 теңгеден бастап любой сумманы бронь жіберу керек. Сол кезде мен сізге туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңіз бойынша чакра разборды эфирде қазір шақырып осы жерде жасап беремін. Так, давайте енді көз чакрасы мен мы чакрасын ашып көрейік. Разбор қанша? Жалпы разбор менде 50 000 теңге. Жалпы разбор 50 000 теңге. Бірақ менде мынандай акция бар. 15 000 теңгеге 15 минуттық чакра жасауға болады. Разбор жасауға. 50 000 теңгеге разборға ол 50 минутты разбор болады. Сондықтан кейін де алып алсаңыз болады 50 000 теңгенің разборын. Или 15 000 теңгенің разборын. Бірақ қазір жасасаңыз, конечно, тегін аласыз. Әрі чакраны аласыз, әрі разборды аласыз. Давайте, пока сіздер ойланам дегенше, енді қараңыздар, чакраға қатысқан адам өкінбейді. Обязательно бір накопительный эффект болады. Әйтеуір бір нәтижесін береді. Ертең болмаса арғыны болмаса оны арғыны. 6 айдың көлемінде сіз чакраның нәтижесін, даже одан да бұрын негізі көбісі бір аптада көріп жатыр. Максимум 6 айдың ішінде сіз көресіз. Обязательно бір нәрсе алып кетесіз. Обязательно бір чакра, обязательно ашылады, реттеледі. Әйтеуір бір проблема шешіледі, бір главный, глобальный. Сондықтан чакрадан қашудың қажеті жоқ, или ойланудың қажеті жоқ. Стоит, не стоит. Қазір өте арзан бағада тұр. Ертең 30 000-ға дейін көтеремін ол чакраны. 30 000-ға дейін көтеремін, а қазір 15 000 онлайн, 20 000 офлайн. Давайте кеттік көз чакрасы мен ми чакрасын көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 энергияны айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 энергияны қосамыз. Екі көздің ортасына бетіп жабамыз, хорошо? Бетіп. Екі көздің ортасына кіру керек, жаңағы шарыңыз. Бір түсті келтіру керек. Кемпір қосақтың кез келген түсі. Ол любой түс, тек қара, қоңыр, ақ, сұр болмау керек. Ал түстеріңіз жаза беріңіз пока. Оған дейін мен жаңадан қосылғандарға түсіндірейін. Адамда 7 чакра болады. Негізі 119 чакра болады. Бірақ оның ірі жинақтап ғалымдар 7 чакраға шоғырландырған. Төменгі чакра, құйымшақ чакрасы, бұл қорқыныштарға жауап береді. Болашаққа қадам басу, бүйрек ауруы, геморрой, әлсіздік, энергияның жоқтығы, анемия болса сізде, или кредит, ақшасызды, дымға ықылас жоқ, мотивация жоқ болса, құйымшақ чакрасы бөлінген. Жатыр чакрасы ол күйеумен қарым-қатынас дұрыс болмаса, енемен қарым-қатынас, балалармен қарым-қатынас, келінмен қарым-қатынас дұрыс болмаса, және женский энергия жоқ, вообще ештеңеге желание жоқ, өмірге қызығушылық жоқ болса, жатыр энергиясы бұзылған. Егер ақшаның берекесі болмаса, көп ақша таба алмасаңыз, бұл өмірден орныңызды таппай жүрген болсаңыз, әкемен дұрыс емес болсаңыз, асқазан чакрасын тазалау керек. Егер сіз өмірде молшылыққа жете алмай жүрсеңіз, бәрі қиындықпен келетін болса, бір ауырлықпен, уайым көп болатын болса, жүрек чакрасын тазалау керек. Егер сіз миссия таппаған болсаңыз, адамдарға қарым-қатынасыңыз дұрыс болмаған болса, ешкіммен тіл таба алмасаңыз, бәрімен қырылып керісіп қала беретін болсаңыз, ақшаңызды миллиондарға, өзіңіздің жұмысыңызды миллиондарға айналдыра алмай отқан болсаңыз, тамақ чакрасын тазалау керек. Егер сіз дұрыс шешім қабылдай алмайтын болсаңыз, интуицияңыз подводить ете беретін болса, немесе интуицияны тыңдай алмайтын болсаңыз, или басыңыз ауыратын болса, дұрыс емес түстер көретін болсаңыз, көз чакрасын тазалау керек. Или дуа тіл көзден, көз чакрасы. Егер сіздің армандарыңыз орындалмайтын болса, Құдаймен қарым-қатынасыңыз жоқ болса, намаз оқи алмайсыз, Құдайға бір претензия бар, или наоборот, слишком фанатик болып кетсеңіз, онда ол ми чакрасын тазалау керек. Осының барлығы 7 чакраны ашады. Енді сіздердің түстеріңіз бойынша барлығыңызға бір диагностика жасаймын. Қызыл, қорқыныштардың кесірінен сіз дұрыс шешім қабылдай алмай тұрсыз, өз-өзіңіздің жаныңызды тыңдай алмай тұрсыз. Қызылдардың бәріне қатысты, ақтардың бәріне қатысты, бардолардың бәріне қатысты. Қара вообще обида басып кеткен, вообще жабылып жатыр. Соның кесірінен сіз вообще интуицияңызды тыңдай алмайсыз, и постоянно қателесесіз, бір жамандықтарға ұшырайсыз, или тіл-көз дуалар. Қоңыр, потом голубой. Адамдармен қарым-қатынастың дұрыс еместігінен сіз шешім қабылдай алмайсыз, өміріңізді реттей алмайсыз. Жасыл, сатқындықтың кесірінен, или адамдарға сенбеушіліктің кесірінен, я бір ауыр уайымдардың кесірінен сіз
өз жолыңызды таба алмай жатсыз. Жасылды айттым. Щитовидка не істейміз? Тамақ чакрасын ашу арқылы щитовидканы реттеу бар. Қара, қоңыр, сұр деген түс болмайды. Әбден негативке толып кеткен или дуа, тіл көз, или обида. Фиолетовый. Сізде арман, қиял көп, бірақ сол арман, қиял көп, или сол ауыр ойлар сізге дұрыс шешім қабылдауға кедергі жасап тұр, өз-өзіңізді тыңдауға. Қызылды айттым. Қап-қараңғы. Сәуле, сізді обида басып кеткен, келіңіз маған чакрада шығарасыз. Арнайы, жесткий, интенсивный техника арқылы прям 2 сағат бойына демалтпаймын мен кәдімгідей. Просто медитация бар енді бір кезде. Сол кезде ғана демаласыз, қалған уақытта прям мощный энергияңызды қозғайтын техниканы жасатамын сізге. Қызылды айттым. Мама, ештеңе көрмей, бальзам Короткова сізбен өте көп жұмыс күтіп тұр бізді. Не ол қоңыр қызыл? Ол чакраның түсі. Көрінбей жатыр. Онда, значит, вообще бұзылған чакра. Киіп жүрсек па сол цветті, жоқ, одан пайда жоқ. Ол цветті миллион рет кие бер, ол чакраңызды ашудың жолы басқа. Сонымен тағы да естеріңізге саламын. Осы чакраларды ашқыңыз келсе, менде ертең Ақтау қаласында онлайн және офлайн чакра тазалау техникасы өтеді. Сол жерде біз әр чакраға бөлек-бөлек аффирмациясымен, медитациясымен, дем техникасымен, арнайы лекциясымен прям 2 сағат бойына 7 чакраны тоқтаусыз тазалаймыз. Менің сол чакрамнан кейін менде 4 миллион қарызын жапты қыздар, 40 миллион қарызын жапты, 90 миллион қарызын жауып жатыр. 30 адам балалы болды, 10 адам, жоқ 20 адам машиналы болды, 10 адам үйлі болды. Кредиттерін жапты өте көп адам, прям жылдар бойы жатқан. Күйеумен қарым-қатынас реттелді, күйеу гүл беретін болды, айтпақшы марафондан кейін күйеу гүл беретін болды, күйеу бағалайтын болды, күйеу сүйетін болды, жақсы көретін болды, енесі сыйлай бастады, енесі батасын бере бастады. Сондай өте көп кейс бар менде, өте көп кейс. Соның барлығы чакрадан кейін болып жатыр. Соның бағасы бар болғаны 15 мың теңге. Достар, ойланатын түгі жоқ. 15 мың теңгені бір кафеге отырып, лақтырып шашып кетесіздер. Ол жерге кетеді, топыраққа. А мынау топыраққа, далаға кетпейді, өзіңізде қалады, басқа миллиондарды тартады, береке тартады өміріне, махаббат тартады өміріне, адамдармен жақсы қарым-қатынас, өмірің дұрысталады, бірте-бірте өмірің дұрысталады. Идеальный өмірге, өзің арманыңдағы өмірге келесің. Осы чакрадан кейін. Келіңіз бар болғаны 15 мың теңге, офлайн 20 мың теңге. И подарка, қазір осы номерге соны брондап ақша лақтыратындарға тікелей эфирде чакра разбор жасап беремін. Түсініксіз арама, нән, көк, жасыл, өрмекші ме? Жасыл. Не? Симбиотсыз ғой, Айжан апа. Айсархан, бір айда 2 рет ТТП болды. Неден болу мүмкін? Құйымшақ чакрасы дұрыс емес. Бүлінген, талқандалған. Ертеңге барғым келіп отыр, ал күт мені дейін ба? Әлия, давайте күтем сізді. Сағатты білмесе неше туылғанымыз, марафон келудің қажет жоқ. Оны іздеп, ретификация арқылы табамыз. Оны уайымдамаңыз. Ажырасу керек па? Ажырасу керек па, керек емес па, нақты шешімді көз чакрасын тазалағаннан кейін табасыз. Сондықтан чакраға келіңіз. Қатысқым келіп еді, бірақ аяқ астық жағдайлармен жолға шықпырам. Онлайн қатысыңыз, Индира, онлайн. Ол бір ай тұрады сізде. Любой момент қарап, үйреніп, жасап кетесіз. Егер эфирді қарай алмай, уақытыңыз болмай жатса, мен сізге түсіндірем. Әр чакраны бөлек-бөлек қылып қоям. Негізі оңай, тым қиын емес. Просто кішкене үйрену керек. Ең соңғы чакра, сонымен ми чакрасы, біздің армандар және Құдай. Қыздар, айтпақшы бір зат есіме түседі, дуа деген тема. Қазіргі уақытта адам баласының бәрінде дуа бар. Потому что адамдардың ниеті өкінішке қарай өзгерді. Ниеті өзгерді. И ол дуа, егер сіздің жолыңыз болмай жүрсе, бірнеше себеп болуы мүмкін. Или гордыня, эго, или жаңағы не, чакраңыз жабық, или миссия таппағансыз. И соңғы себептердің бірі дуа. Мен дуаға бұрын сенбейтін едім, бірақ мен соңғы уақыттары көзім әбден жетті. Мен Астанаға барғанда, прям өзімді полный чисткадан өткіздім, чакраны тазаладым, өз-өзіме сеанс жасадым, и кеңістіктер тазаладым, и биоэнергетиктермен жұмыс жасадым да, теламен. Сол кезде түсінгенім, оказывается, шынымен де мен бойымда да тіл көз, ұзақ жылдар бойы жаңағы жаман энергиялар бар екен. И соның бәрін тазалап, әлі де тазаланып жатыр. Чакрамен тазаланып жатыр, чисткамен тазаланып жатыр, миссиямен тазаланып жатыр, білмей әйтеуір тазаланудамын. И содан түсінгенім, оказывается, дуа біздің өмірімізді жоюшы екен, біздің жолымызды жабушы екен.
біздің өмірімізді қысқартушы екен, біздің денсаулығымызды құртушы екен. Ол бәрінде бар қазір адамдардың өкінішке қарай. А мына негатив, бізде марафонның ішінде негативный медитация деген бар. Сол арқылы адамдар дуадан тазалайды. Мен де сол негативный медитацияны қазір көп жасап жүрмін. Дуа мен тіл көз. Менде тіл көз бар екен еще. Соның бәрі жайлап шығып жатыр, шығып жатыр кәдімгідей. Мысалы қазір менің арқам мұздай болып отыр түгел. Сол жаңағы чисткадан кейін шығып жатыр бәрі, босап жатыр, шығып жатыр күнде. Сол сияқты чакрадан кейін де сіздің бойыңыздан соның бәрі шығады. Дуа да кетеді, тіл көз де кетеді. Әсіресе марафонда негатив медитациясы бар, соған келіңізші. Хорошо? Жартылай төлем жасасам бола ма? Онлайн қашан басталады? Онлайн ертең сағат 12-де басталады. Хорошо, Сейсенова ханым, қазір жартылай емес, хотя 10 мың жіберсеңізші. Мен сізге 10 мың жіберсеңіз, тікелей эфирде чакра разбор жасап беремін. Қараңыз, сіз әрі 15 мыңға, әрі чакра разбор алып кетесіз 15 мың теңгенің, или 50 мың теңгенің, әрі чакраға қатысасыз. Менде де арқам мұзда отыр дәл қазір. Или сіздердің арқаларыңыздың мұздағаны маған әсер етіп отыр ма, білмеймін. Энергия ғой, энергия, бір поле. Ал, күтем, давайте. Ми чакрасын соңғы рет көрейік. Қолымды созамыз, оң қол жоғары, сол қол төмен, 12 рет ашып жұмамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Алмастырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Екі энергияны қосамыз. И ми чакрасына қоямыз. Былай. Миыңызда үстінде шар тұрған сияқты сезу керек. Қандай түс? Кемпір болсақтың кез келген түсі. Пока сіздер жаза беріңіздер. Оған дейін мен тағы бір-екі хикаяны айтып берейін. Содан менің алдыңғы марафонымда негатив медитациясын жасағаннан кейін, чакра тазалағаннан кейін бір Венера деген қыз алдында тікелей эфирге де шығып айтты. Ол көз жара шыққан ғой үстінен. Ол айтады да, менде бәрі идеально, Құдайға шүкір, бәрімен жақсы қарым-қатынас, күйеумен, енемен, бәрімен. Миссиясын тапқан, травма жоқ. Не болды Айсара ханыммен жолым жүріп, ашылмай жатыр дейді да. Хорошо, марафонға қатысыңыз. Біреуінен болмаса, бір медитациядан болмаса, чакрадан болмаса, я менің сеансымнан біреуінен пайда болады әйтеуір деп. Сөйтсе марафонның орта жағында примерно 10-шы күнде маған жазады ғой. Айсара ханым, оказывается, тіл көз бар екен мен бойымда. Үстінен көз жара шықты 3 жерден. Енем айтты дейді, мынау көз жара ғой дейді. Үлкен көз жара шықты дейді. Содан кейін кеше звондадым. Марафонды наурызда өткізгем, соңғы марафонды. Кеше звондадым, қалай Венера? Көз жарадан кейін шыққаннан кейін қалай болды? Жүріп жатыр дейді ғой. Бәрі жүріп жатыр дейді, кәдімгі ашылып жатыр. Сондықтан тіл көзде, дуа да жолды жабады. Оны менің марафонымда да, чакра тазалауда да тазалауға болады. Кеттік. Ақ қорқыныштарыңыз сіздің Құдай болып кеткен. Ақ, қызыл, бордовый бәрін жатталыңыз, қайта-қайта айтпаймын. Розовый, күйеуіңіз, бала шағаңыз сіздің Құдай болып кеткен. Жасыл, сатқындықтардың кесірінен Құдайға сенбейсіз. Или сенімсіздіктің кесірінен. Вообще сенбейсіз, өзіңізге көп алып алғансыз. Фиолетовый, молодец Гүлзира ханым, бірақ слишком фиолетовый, слишком ми чакрасы ашылып кетіп, басқа чакра жабық болса да ол жақсы емес. Тек иллюзияда жүресіз. Елестете алмаймын. Визуализация нашар, көз чакрасы нашар. Ашыңыз. Ғалымдар дәлелдеген кімнің визуализациясы мықты, соның армандары тез орындалады екен. Дәлелдеген психологтар. Сиреневый, нормально, ашық, средний. Айттым, ақ пен розовыйды, сафари сары. Ақша сіздің Құдайыңыз болып кеткен, Азикош. Таста ақшаны, Құдай жеткізуші ақшаны. Біз емес, ертең чакра келіңіз, сізге миыңызға құйып жіберем. Құдайға тапсыруды үйренесіз. Ақшыл көп. Адамдармен қарым-қатынасты Құдай қылып алғансыз. Адамдардың көңіліне қатты қарайсыз ба, білмеймін. Адамдардың пікіріне қатты салынасыз ба, или не ойлайды, не айтады деп ойлайсыз ба, білмеймін. Қоңыр вообще, обида, негатив жауып кеткен вообще. Құдаймен байланыс жоқ, ренжімеңіз. Сәуле ханым, сіздің намазды миллион рет, миллиард рет оқи беріңіз. Құдаймен байланыс намазбен ғана орнықпайды. Намаз тек поддерживающий нәрсе. Оны Құдаймен байланыс орнататын басқа нәрсе. Ол біріншіден ниет. Ниет Құдайға деген, шын ниет. Екіншіден таза жүрек. Таза жүрек Құдайға таза жүрегімізден басқа ештеңе керек емес, шын мәнінде. Намаз сол таза жүректі сақтаушы ғана. Намаз негізгі өзгертуші емес. Сондықтан бірінші жүрегімізді тазалаймыз, чакрамызды ашамыз. Сосын ниетімізді Құдайға қарай, шын Құдайға қарай. Просто тек
для вида емес, вот, типа, я такая фифа, намаз оқимын, модно деген сияқты. Это в тренде емес. О, вот мен оранам, это в тренде емес. Жүрек, Құдайға қарай жүректі арнау керек. Вот сол кезде, миссия табу керек, Сауле ханым. Сол кезде Құдаймен байланыс болады. Біреу Каспийге лақтырды, молодец, давайте. Келші, айтшы маған, кімсің? Чакра разбор жасап берейін. Миссия ақша табу болғаннан емес па? Жоқ, миссия ақша табу. Әр чакраның өз орны болады. Сіз ақшаны көп ойлап кеткенсіз, сіз ақшаны ойламай ақша табуыңыз керек. Сіз Назикош миссияңызды толығырақ түсіндіріп жатырмын. Ақшаны ойламай, ақшаны қумай, ақшаны жүрекке байламай ақша табуды үйрену керек. Ақшыл сары, вот сізде ақшаны әбден Құдай қойғансыз. Құдай өзімнің ішімде. Ол не мағына сөз? Конечно, бәріміздің ішімізде мына рух деген нәрсе бар, ол рух Құдайдың бөлшегі, иә, Құдай өзіміздің ішімізде. Бірақ кейде нәпсі де Құдай болып кетеді ғой. Дінге сенбеймін, рас. Дінге сенбей қойыңыз, ішіңіздегі рухыңызға сеніңіз. Оплата жіберемін, давайте, Гүлжи, о, разова, молодец, тағы да келді Гүлжирада. Разбор керек. Сіз ба жіберген? Біреу жіберді. Маған кім үлгереді жаңа Каспийді жіберіп? Маған сразу Каспийіңіздің неңізді түсіріп алыңыз, бір сотка алып, мә, қазір разборға шығамыз ғой эфирге. Көрсетіңіз, давайте. Маған мына жерде қараңыздар, мына эфирдің астында видеокамерамен плюс деген белгі тұр, соны баса қойыңыздаршы. Гүлжи, молодец, Гүлжи, молодец. Мына жерде камерамен плюс тұр, соны баса қойыңызшы. Жасыл. Брависсима, то есть жасыл деген бар ғой, өзіңіз Құдай болып кеттіңіз деген сөз. Кеш жарық 1000 төлем жасам, 10 000 теңге жасам болады. Жоқ, жалпы общий ма? Көрейік. Так, оплата жіберген адамдар, тезірек мына жерде камера тұр, плюспен, соны баса қойыңыз. Мен сізді эфирге ала қойын. Не дейді? Ақшыл сары не дедіңіз? Сары, ол ақшаны Құдай қылып алдыңыз. Ақша сіздің Құдайыңыз. Ақша, бәрі ақша. Құдай жоқ мына жерде. Өзім табам, ақша. Ақша болса бәрі болады. Ақша болса жүрек тыныштығы болады. Ақша болса бақыт болады. Кредиттер төлену керек, кредит. Ақша, қарыздан құтылу керек, ретросрочка. Құдай жоқ, жүректе жоқ, ұмытып кеткенсіз уже. Тек таңертең көзіңізді ашасыз ақша, көзіңізді жұмасыз. Көзіңізді ашасыз кредит, көзіңізді жұмасыз кредит. Сондай болып кеткенсіз. Ондай жүріспен қалай ойлайсыз? Армандарыңыз орындала ма? Миссияңызды табасыз ба? Шынымен де ақша келе ма? Шынымен де өмірде береке бола ма? Болмайды. Қыздар, давай тезет, оплата жіберген адам. Кім оплата жіберген? Гүлжи, мына жерде экран не тұр? Камера тұр, плюсымен. Тез соны баса қойыңыз, мен сізді алайын эфирге. Тез. Запрос жіберіңіз маған. Неге? Эфирге. Болыңыз, сат 10 болайын деп жатыр, эфирді аяқтайын. Сонымен 7 чакраны ақыры көрмейміз, диагностикаламаймыз деп отырып, ақыры 10-да диагностикалап жатық. Не деген уәдені орындамайтын адаммын мен, Болың, қыздар. Оплата жіберген қыздар. Мына жерде камерамен плюсті бас жүре қойыңызшы. Құдай өзім емес, Құдай маған барлық тілегенін беріп жатса. Жоқ, сіз басып, маған келмей жатыр ғой, жіберілмей тұр. Сейт нашар ма? Түсінбедім, брависсима, қайттан айтасыз ба? Құдай өзім емес, Құдай маған барлық тілегенімді беріп жатса, Құдайыңыз ішіңізде, конечно. Но ол, мысалы, қараңыз, Құдаймен бірге болу дегеніміз, ол былай да, 24 сағат Құдайды ойлау. Әрдемін Құдаймен шығып, Құдаймен кіру. Не просто Алла, шүкір емес. Ол прям ойыңда да, санаңда да Құдай тұру. Сен бір жамандық жасап атсаң да, Алла тағала көріп тұр ғой, қой жасамайын деу. Сен біреуге жақсылық жасап атсаң да, ұмытып кету сол ойда сол жақсылықты. Ешкімге міндетсімей жасау. Құдайым өзімен бірге болу деген сөз, ол жүрегіңнің тазалығы. Ешкімге ойыңмен де, санаңмен де, әрекетіңмен де, білмеймін, ешбір денеңмен де, сөзіңмен қылдай қиянат жасамау, зияндық жасамау. Даже ойыңмен ойлашы, біреу туралы сен деп ойлаудың өзі ол қиянат. Сондай жасамайсыз ба? Эго жоқ дейді. Эго бар, жетеді эго. Эго жоқ болсаңыз, сіз жоқсыз. Онда брависсима, онда брови жасамас едіңіз, мынандай әдем болмас едіңіз, әдем болып суретке түспес едіңіз, білмеймін, мына қасыңыз, шашыңыз жасамас едіңіз. Эго бар бәріміз. Жасыл деген, сол эго басып кеткен деген сөз. Эго шығып кетті, маяққа шығып кетті деген сөз. Так, сонда жіберілмей тұр да, Гүлжи. Давайте онда Гүлжи жақсы енді. Бұйырмаған шығар.
маған қазір чат, осы номерде WhatsApp бар. Шығыңыз, осы WhatsAppқа жазып жібере қойыңызшы, чекті жібере қойыңызшы. Тез мен сізге 3 миссияңызды анықтап берейін. Пока мен үйге кетпей тұрғанда, потому что мен байқадым, сразу адамға жасап тастамасам, уже басқа шаруаға араласып кеткеннен кейін энергия кетіп қалады екен да. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Енді білмеймін, мен Құдай дұрыс қой, біз пендеміз ғой, біз де қателесеміз. Мен просто өзімнің осы уақытқа дейінгі басымнан өткен нәрсені айтып отырмын да. Ал онда молодцы қыздар, маған Каспиге оплата жіберген қыздар, маған тезірек мына нөмірге қазір шығып WhatsAppқа чекті жібере қойыңыз. Тез үйге кетпей тұрып бәріңізге 3 миссияңызды анықтап беріп жібере қойын. Туған күн, туған ай, туған жыл, туған сағат, туған жеріңізді жазып жібере қойыңыз. Брависсимо, мен сізге айтайын ба? Сізді эго жетеді. Даже бит деп ұстап тұрғаныңыздың өзі. Жақты таянып ұстап тұру деген сөз, жақты таянба дейді біздің қазақта. Соның өзі кішкене эгоның несі да, белгісі да. Еще жатып қарап, маған тағы бір жасап жіберші деген тапсырманың өзі нормальный эгоны білдіреді. Жоқ, жақсы ол эго болу керек, бірақ эгоны тәрбиелеу деген нәрсе бар еще. Тағы жасайық, міне 12 қолды жоғары қаратасыз, 10 қолды. Сол қолды төмен қаратасыз. 12 рет ашып жұмасыз, екеуін кезекпе-кезек. Екеуін қосасыз энергияны, мидың үстіне қоясыз. Елестетесіз. Ал енді эфирді аяқтайық, достар. Енді сіздерден кері байланыс күтем. Көп ұзақ кетпейін, әдептен озбайын, көп сөйлеп созбайын, бірақ уже созып кеттім де. Эфир ұнады ма? Эфир несімен ұнады? Қандай инсайт алдыңыз? Не түсіндіңіз? Өзіңіздің чакраңызды диагностикалауды үйрендіңіз бе? Нормальный ма екен? Чакраны тазалайсыз ба? Или осылай жүре бересіз ба? Осылай жертва состояниеде жүрген, мені спасите, пожалуйста деп жүрген ұнай ма? Жоқ әлде шынымен де өзгертуге ниетіңіз бар ма? Онда ниетіңіз болса, ертең чакрада күтемін. 15-20 мың теңгеге 7 чакраны тазалау. Вау! Енді соңғы рет сіздердің пікірлеріңізді күтіп жүрейін. Маған ұнайды, кері байланыс жинаған. Эфир сақтаңызшы. Осындай көп сөйлеп кеткен не нормальный екен сақтауға. Хорошо, Оразымбетова емес тырысайын сақтауға. Кері байланыс күтем. Сосын эфирді аяқтаймын. Так, ешкімге ұнамады ма эфир? Иә, енді бәріне ұнау қайда. Гүлжи Оразова жазды WhatsAppқа, қазір WhatsAppты қараймын. Бәріне ұнау қайда. Хорошо. Жақсы, достар, көп-көп рахмет әрқайсыңызға эфирге келгеніңізге, өздеріңіздің сұрақтарыңызға жауап алдыңыз деген үміттемін. Өзіңіздің проблемаңыз неден болып жатқанын түсінген шығарсыз деп ойлаймын. И сол проблеманы проблема күйінде қалдырмай сонымен жұмыс жасайсыз деген үміттемін. Рахмет дейді. Рахмет, сізге де рахмет. Бәрі үйге, пожалуйста, жұртты ойлай бермей, үйді ойлай бермей. Конечно, үйді ойлау керек, бірақ бірінші әйел адам өзін ойлау керек. Өзіңіз ойлаңызшы. Ұнады дейді. Рахмет. Мен деген ана төбем көкке жетеді ғой. Себебі менің миссиям адамдарға түп санасын өзгертуге қызмет етуде. И түп санада бір инсайт алып жатса, хотя бы бір зат, мен мәз боламын ғой. Екінші рет көрмедім дейді. Көріңіз тағы. Ұнады маған бөліп тыңдасам да дейді. Рахмет. Рахмет. Ал жақсы, осындай психологиялық эфир өткізіп тұрамын жалпы арасында. Көптен бері енді бір 6 ай болыпты енді өткізбегеніме. Алдағы уақытта бұдан да күштірек өткізіп тұрамын. Ұнады маған. Оба вообще соны дейді. Түсінбедім, ол не мағана? Рахмет онда бәріңізге, Алла разы болсын, эфирге келгеніңізге. Осылай жазып тұрыңыздар, мен сторизімді қарап тұрыңыздар, күннің энергияларын қарап тұрыңыздар, астрогенестерді жеке дайректте жазып тұрыңыз, пожалуйста. Пікірлеріңізбен бөлісіп тұрыңыздар, маған ұнайды. Живой адаммын мен, кәдімгідей простой. Сіздермен сөйлесе аламын. Анандай тәкаппарлық жоқ менде. Бәрімен өз бауырымдай сөйлеспей аламын. Жақсы, көріскенше ертеңгі чакрада бәріңізді күтемін. 7 чакраны ашып, билеп, рахаттанып, жарқырап, миссиямызды тауып, миллиондарымызға жетіп, армандарымызды орындап, Құдайымызды табайық.